Ассалаумағалейкум ағалар. Ортамызға қош келдіңіздер. Орта деген енді жанға азық болатын рухани әңгімелер жобасы. Бүгінгі біздің тақырып қажылық мәселесіне арналады. Енді таныс болайық қонақтармен. Бірінші Нұрлан имам, легендардың біздің имамымыз. Алла разы болсын сізге. Муфтияттан келген ағамыз Жанделе ағамыз. Қажылық бөлімінің меңгерушісі. Қазақты жылатып, рухын оятқан сериалдың ең басты рөлін сомдаған Бақыт ағамыз. Және 12 тіл білетін біздің лингвист, дарынды қазақтың баласы Мейіржан. Таныс болайық. Және бүгін тақырып сол қажылық. Қажылықтың, жалпы, бұл 5-ші парыз ғой. Қажылықтың исламдағы орны ерекше. Неліктен сондай жағдайы, және орны мәртебесі сондай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Дініміздегі құлшылықтар 3 топқа бөлінеді деп айтылады. Біріншісі дене құлшылығы. Дене құлшылығының қатарында намаз жатады, ораза жатады. Екіншісі дүние құлшылығы, тек қана зекет болып табылады. Зекетті қолмен апарып беру шарт емес. Біреу апарып берсе де, немесе банк аударымдары арқылы жіберсе де зекет өте береді. Өйткені бұл жердегі ең бірінші шарты ниет болып табылады. Егер ниетіменен зекет деп беретін болса, алушы адамның білуі, білмеуі шарт емес. Берді, болды, берген адам Алла көріп тұр, беруші адам ниеті болса, бұл дүние құлшылығы осымен тамам болады. Енді бір құлшылық бар, денеде, дүниеде қажет болады. Екеуі де керек болады. Бұл, яғни өзі бару керек болады, және бұның бай бақуатты адам болу керек. Бұл қажылық саналады. Құлшылықтардың ішіндегі де сауаптысы да, дәрежелісі де, әрі қуаттысы да осы қажылық болады. Қажылықпен сыналады. Қажылық өзі, мынау Меккедегі қажылықтың шарттары бар ғой. Ол қажылығымыздың, сол қажылықтың да умранда шарттарының ішінде ақ кебін бар. Ол кебініміз, яғни қихрам деп айтамыз ғой. Сол ихрам өзі бір дүниеде өткен адамның ақ көйлегі сияқты, кебіні сияқты. Соныменен өзі адамның өмірі қажылыққа дейін және қажылықтан кейін болып бөлінеді. Қажылықтан кейін дегені сол одан кейін қандай адам болды деген мәселе ғой. Сондықтан айтпақ болғанымыз, бұл ұлы құлшылық, бұл да Алланың қалауы түскен адам барады, өзінің шарттары бар, мұсылман болу керек, бай бақуатты болу керек, кеткен кезде жанұясы қиыншылық көрмеу керек, жол амандығы болу керек. Десе де біздің бүгінгі заманның қажылығы бір ерекше қажылық. Өйткені жол қиыншылығы жоқ. Бірнеше сағаттар ұшаққа мініп отырып, қасиетті мекенге қона қоясыз. Баяғы аталарымыз сияқты айлап, жылдап жүретін дүние емес. Бірақ осыған шынайы ниет, әйтеуір Құдай берген қаражат болса, балалар жіберіп жатыр, қазір көріп жатырмыз, жақсы қабыл болсын деп айтамыз, ұлы сауап. Парыз. Бай бақуатты болғанда парыз, және оны құлшылық деп түсіну керек. Яғни орындалмаса ол күнә болады, ал орындалса? Парыз деген сөздің өзін түсінігі де сол ғой. Атқару міндетті болады. Аллах Тағала бұйырылған амал бұл. Сондықтан Құдай бұл аятпен де, хадиспен де бекітілген құлшылық болып табылады. Яғни кейбір құлшылықтар, мысалы айтайық, Құранда келмеуі мүмкін, Құранда ишаратпен келуі мүмкін, бірақ хадиспен дәлелденеді. Ал енді қажылық бұл қатай, яғни нақты бекітілген, бұл ешқандай байламға яки орын ауыстыруға болмайды. Қазір бізде сондай түсінік шығып жатыр. Әлі күнге дейін қоймай жүргенде бар екен, мынау Қорасанда ма бір жерде жаңағы Меккедегі Қаратастың Қағбаның силуетін жасап, соны айланып, немесе бұрыннан келе жатқан Түркістанды жетірет айлансаң деген сияқты. Немесе ана Майлықожа аталарымыздың, басқа бабаларымыздың Мекке Мәдине жолдың ұшы, алыс сапар деп айтады барған кісі, әке шешеңді сыйласаң Мекке болады саған үйдің іші деген сөзді, әке шешемді айлана берсем болады деген ғой деген сияқты түсінік дұрыс. Ол құрмет, парыз, ол жеке, ол да үлкен дәреже. Бірақ бұл қаныңға айтылады, әке Меккеге бара тұра әке шеше ренжісе, Меккеге бара тұра өзіне құлшылығына өзгеріс алып келмесе, жақсылық кіргізбесе, сондықтан ал енді соларға айтылады, орындасаң парызды сауап алады, шамасы жетіп тұрып бармаса күнәлі болады. Қазір байлық жетіп тұрып, міне ендігі жылы барамын, немесе қартайғанда барамын дегендер бар ғой. Бұл намазды кейін пенсияға шыққанда оқимын деген сияқты дүние. Кейін барамын деген болмайды. Нағыз жас кезіңізде бару керексіз. Бар кезде бару керексіз. Неге? Өйткені міндетті болған нәрселер кейінірек мойныңызға атқара алмай қалуыңыз мүмкін. Денсаулық көтермей қалуы мүмкін. Өмірді тоқтап қалуы мүмкін, Алла біледі ғой. Сондықтан жақсылыққа адам асығу керек.
парыз. Ал адам енді жаны пайданы ойлап тұрады ғой. Қажылықтың соның сауабы жайлы айтсақ, не береді ол адамның жанына, дүниесіне, ақыретіне? Біз былай ғой, біз өзі пайда іздеп қойғандамыз, дұрыс айтасыз. Не пайда деген өлең жаттап алғанбыз. Мысалы, намаз оқыдым, не пайда деген сияқты сұрақ. Ораза ұстадым, не пайда? Жоқ. Пайда емес, бірінші құлшылықты ойлау керек. Егер сіз пайданы ойласаңыз, біріншіден ниет дұрыс емес. Екіншіден, сіз жақсы жағын көрмей, жаман жағын көріп қаласыз. Шашылып жатыр екен, таза емес екен, доллардың курсы мынандай, евросы мынандай, олардың ойлағаны дүние. Сіз жақсылық нәрсені көре алмай қаласыз. Құдай сондай қылып қояды да адамға. Сондықтан бірінші пайданы емес, жаңағы бұл құлшылық деп түсіну керек. Мысалы, мен намаз оқыдым, 20 жыл не пайда таптым деп айтса адам, біз оған не деп айтамыз оған? Денің дұрыс па деп айтамыз ғой. Құлшылық бұл пайда үшін оқылмайды, бұл Алланың әмірі. Біреу маған айтады, мен намаз оқуға желанием жоқ дейді да. Менде желанием жоқ, шындап келсе. Бұл Алланың әмірі, бұл сен желаниең бар ма? Желаниең жоқ па, оған қарамайды. Шындығы сол ғой. Меккеге баруға желанием жоқ деген сияқты. Мальдиваға баруға оған желанием бар. Жоқ, бұл құлшылық. Сіз жаңағы олай не болмайды. Әлбетте барған адам енді не табады? Қажылықпен бірге не көреді? Ол әлбетте тазаланады. Меккеде Каабада оқыған намаздың сауап дәрежесі еселенеді. Дұғаларының бірден бір қабыл болатын мекені. Соның ислам дінінің 5-ші қазығы, дүние мен ақыретті ойлайтын жер. Міне осылай құндығын түсіну керек. Әйтпесе жаңағы ең соңында, ораза сияқты ораза ұстадым, ораза мысалы, не пайда деген ораза соңында не пайда таптым десең, 4 килограмм аздым дейді да. Сонда оның құлшылығын ешкім айтпайды бізде, қарасаңыз. Біреуден сұрап, ораза қалай болды десем, биыл жақсы болды дейді, өткен жылға қарағанда. Несімен жақсы десем, 22 жерде ауыз аштым дейді да. 22 үйде. Өткен жылы 10 жерде ашып едім дейді, 10 адам шақырып еді, 10 касса едім дейді. Міне осындай болмау керек. Құрметті көрермендер, жақсы білсін, осыны әдейілеп айтамын. Бұл құлшылық екенін түсінсін. Бұл парыз, бұл еліктеп бармау керек. Сол үшін де қияметтің күнінде мынандай мәселе бар, күлетін үй емес. Бүйтіп амал дәптерлер берілгенде дейді, қажылықтың адам дәрежесін қажылық жазылатын бөлімді іздей бастайды екен. Умрасы бар, бәлен $1000 беріп қажылыққа барғаны бар. Сол жер тап-таза болып тұрады дейді. Ол сауап болмайды бұл адамда. Әлгі кісі қайта сол бетті іздейді дейді. Мына жерге мен қажылыққа барғам, қажылығың пайда деп періштелерге даулайды. Сонда айтады, сенің ниетің дұрыс болмаған. Жаңа айтқанда, не пайда деп ойлағасың? Ел сені сыйлады ма? Сыйлады. Қажылыққа барып, қажеке деген атақ алам дедің. Алдың ба? Алдың. Бас мүжідің ба? Мүжідің. Төрде отырдың ба? Отырдың. Ол салған дүниеде қалды дейді. Қиямет көтпеді дейді. Сондықтан бұл Құдайдың парызы болды. Басқа жағына жоқ. Енді тарғиб деп айтылады. Енді қызықтыру үшін, жаңа әсірелеп, адамның ояту үшін, ерекше бір дәріптеу үшін, сонда жаңағы осындай миллион сауабы бар деп. Бірақ біз оның құлшылық екенін түсіндірмей, тек қана осы пайда жағын айтқаннан кейін қазір көп адамдар барып келгеннен кейін, байқайсыздар ма, қажылықтан кейін біріншіден өзгеріс таппайды. Ешқандай өзгеріс жоқ. Құлшылықтың негізгі мақсаты не? Адамды түзету болады. Түзелмесе, ораза сияқты ғой. Жаңағы ораза ұстап күнәдан тыйылмаған адам не болады дейді? Тек қана ашып болып өтеді дейді. Сондай болмау керек та. Енді сол қажылық енді бөлінеді ғой. Үлкен қажылық бар, кіші қажылық. Сол екеуінің айырмашылығын әлі кейбір адамдар білмей жүрген адамдар бар екен. Бір кішкене кіріспей айтып кетейінші осыған. Бізде елімізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деген үлкен тәуелсіздікпен бірге қатар келе жатқан орда бар. Жаңағы орда паскасы сияқты үлкен бір орда бар. Бүкіл мұсылмандардың бәрі сол жерде шоғырланғанбыз. Ол жерде біздің сайланған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі болады. Сол жерде бірнеше бөлім бар. Жастар бөлімі, саясат бөлімі, жаңағы баспасөз бөлімі, соның ішінде қажылық деген бұл құлшылық үлкен бір бөлім бар. Ол қанша жылдан бірнеше жылдық тарихы бар. Қазақстан қажылары деген еңбек шыққан, бүкіл Қазақстаннан барғандардың барлық шартын, жағдайын жасап беретін, сол жерге барғандарды қорғайтын, соларға миссия құрылып, соларға дәріптеп, соларға үйрететін, содан кейін соның бәрін басқаратын бір үлкен орда бар бізде. Ол діни басқармаға қарасты бір бөлім. Жанділда Бекжігітов сол жердің басшысы. Сондықтан қажылық қалай болады, қажылықтың түрлері, барлық еңбекті осы тікелей діни басқарманың осы сүретіне жәнген. Өзі бас болып барады жылда. Сол бәрін көреді, сол жерде жаңағы
ұшы қиырын асты үстін барлық егжей тегжейін жақсы айтады. Қаны Қажылықтың протоколдарын қажылық пен умраның айырмашылығы біріншіден қажылық жаңа Нұрлан ағамыз айтқандай парыз. Қажылыққа барып келген адам егерде пайғамбарымыз айтқандай ешқандай жаман сөз айтпаса, ешкіммен ұрыспаса, анадан жаңа туылған сәбидей болып қайтады дейді ғой. Күнәсінің бәрі кешіріліп, ол енді алла тағаланың алдында белгіленетін дәреже әрине. Ал умра құлшылығы жай кез келген уақытта, жылдың кез келген мезгілінде орындалатын құлшылық амал, сүннет амал десек болады. Енді кіші қажылық деп жатады, умраға барып келіпті адамдар қажымыз деп жатады да. Жалпы қажылыққа барып келген адамдардың өзі қажымын деп айтуға рухани тұрғыда не имеет права дейді қазақша. Құқы жоқ. Ол алла тағаланың беретін дәрежесі да. Сондықтан да қажылық пен умраның арасы жер мен көктей. Кіші қажылыққа барып келдім дейді, умраның өзін. Бірақ бұл жерде белгілі бір мерзімде, белгілі бір мекендерде орындалатын қажылық құлшылығының дәрежесі шариғат бойынша өте жоғары, 5 парыздың бірі, 5 тіректің бірі. Сондықтан да екеуінің айырмашылығы бірдей, тек қажылыққа да умраға барған адамдар техникалық түрде бір ұшақпен барады, бір жерде жатады, бір жерде тұрады. Бірақ қажылықтың өзінің орындалатын қосымша Мекке қаласынан тыс, Мина, Арафат өлкесінде негізгі құлшылықтар орындалатын аймақтар болады. Уақыт жағынан умра құлшылығы бір 3-4 сағатта орындалатын болса, қажылық құлшылығы 5-6 күнге дейін созылады. Бұл белгілі мерзімге, мекенге тән құлшылықтың түрі. Яғни кіші қажылық умра дейді ғой, енді былай. Үлкен қажылықтың бір демо версиясы секілді ғой, иә? Типа қажы дейді. Бірақ олардың жалпы былай сауабы жағынан қандай айырмашылығы бар, сауаптары? Енді былай бар. Үлкен қажылық деген не деп айтады? Қажылық деген белгілі уақытта, белгілі жерді барып, белгілі амалдарменен зиярат жасауды қажылық деп айтады. Фиқтағы қаж деген не дегенде түсініктемесі осы. Белгілі уақытта, яғни құрбан айттың кезінде, белгілі жерді, яғни Мекке, Мәдинада, Мекке қасиетті сол жерде, одан кейін белгілі шариғат белгілеген үкімдері бар. Ол ихрам, уақыт, ниет, тауаф, осы негізгі шарттар. Осыларды жасау, Арафат, осы шарттарды байлау арқылы бір жерге тұруды қажылық деп айтады. Ал енді бұның ішінде кейбіреуі, мысалы айтайық, Арафат міндет болмай қалады, уақыт міндет болмайды, умрада. Қалған шарттары бәрі бар. Біз былай ғой, сауабы үлкен. Біріншіден сол жерге барудың өзі жаратқанның қалауымен, нәсібімен түседі, оны Құдайдың қонақтары дейді. Біз үйге қонақ келсе асты үстіне қалай түсеміз? Мәселе де осында. Сондықтан сіз барған жерде өзіңіз қонақсыз, әрі қонақ сияқты жүруіңіз керек. Бүкіл шарттарын сол жерде ұстаздар, біздің гидтер болады, компаниялардың қазір барлығы уже бір белгілі бір жүйеге қойылған. Бір сарынға түсіп алған қазір. Кіргеннен ала күтіп, барлық сервистері тиісті деңгейге жетті, Құдайға шүкір. Енді соның барлығын жасап келгендегі қажылықтың ең нүктесі анадан туылған баладай болып қалады. Күнәсіз адам болады. Ең берілетін сыйлығы осы. Енді барып алып, мен күнәсіз болдым деген сөз емес. Шынайы ниет, ол жерде атқаратын нәрсе, және келгеннен кейінгі өзгеріс тапса адам, тіпті келесі жылғы қажылыққа дейін умрада да күнәларын кешіріп тұрады, дұғалары қабыл болып тұрады. Оның шарапаты шексіз болады. Біздің Құнанбай атамызды жиі айтамыз ғой, мысалы қазақ тарихында Құнанбай атамыздың орны ерекше. Келгеннен кейін дейді атамыз, дүниені қарамайды болды дейді. Қолынан кітабы, Құраны түспеді дейді. Малының санына жетпеді, оның арғарай, мысалы, қойым қанша болды, жылқым қанша болды, тұзылды, төлді деп сұраймыз ғой бәріміз. Ал ол кісі соға дейінді бір бөлігі дейді. Келгеннен кейін мүлде қолынан Құран түспей өтті дейді. Яғни сонша өзін беріп арнады. Мен ондай кісілерді көп көрдім. Біздің тәуелсіздік жылдары көп қажылыққа барған кісілердің Жезқазған қаласында болды.
бірнеше қажы, қазір наиб муфти Серікбай кімнің, Ершат Оңғаровтың атасы сол тура Меккеде қайтыс болды. Сонда жерленді ол кісі, Серікбай ағамыз. Тура сол сияқты Жезқазғанда бір ақсақалымыз бар еді, ол айтатын, Меккеге адам ниетін түзулеп бару керек, өлем деп бару керек деп айтқан. Бірақ енді өлем деп барған сәл, бірақ тазалану сондай қасиет деп түсінді да, тілеу қабыл болып, тура Қазақстанға келіп самолеттің үстінде траптың үстіне қайтыс болды ол кісі. Трапқа шығып жатқанда Құдай жан берді сол жерде. Алланың құдіреті сол. Осы өткен жыл ма, бір арғы жыл ма еді, бір әкемізді, атамызды машина сәл жылдамдыққа кеткен машина, сол жерде жаңағы көлік апаты болып сол дүниеден өтті. Сондықтан бірақ жаңағы қазіргі барған адамдар өлу үшін деп бармайды да, құлшылығым қабыл болсын деп үлкен дәреже ол. Үшін мақсатты үйден түзелеп дайындалып шығу керек. Ана дүкен аралайын, бір нәрсе әбден нәпсіні қандырып алу керек бұл жақта. Қыдыратын жердің бәрін қыдырып, баратын жердің бәрін көріп, қоштасатынын қоштасып, ол жаққа барғанда адам енді басқа адам болып келуге тырысу керек. Негізі өзі де солай ол. Барғаннан басқаша болып келеді. Ол негізі солай. Құдайға жаққандығы созанақ көрініп тұрады. Жақсы амал жасағаны. Өзгеріс тауып, еш нәрсеге кірмей. Бірақ біздің кейін ел болғаннан кейін көп нәрсе болады ғой. Жаңағы келгеннен кейін ұрыс шығатындар болады бізде. Шығарып салмадың, звондамадың, естіп тұрып жаңағы келмедің деген сияқты. Сондықтан бұл сауап өте үлкен. Бұны біз кітапқа сыйғызамайтын сауап. Егер былай жазған, үлкен қажылықтың дәрежесіне оқығанымызда, бабыны мен таңғалғам. Жер бетінде дейді, қанша қалам бар дейді, ағаш. Сол қалам болып судың бәрі сия болса дейді, қажылықтың сауабын жазып біте алмайды дейді. Сонша ұлағатты дүние да бұл. Періштелердің өзі жазып біте алмайды дейді. Өйткені ол енді Алла солай қалады, болды. Мысалы бір сүйіктімізге жағу үшін біз қандай жақсылыққа барамыз. Сол сүйіктіміздің көңілінен шыққан кезде мен ризамын деген кезде қандай сезімде өтеді. Енді жаратушыңыз, сіздің иеңіз сізді шақырып тұр, кел деп. Сол жерге келдіңіз, содан кейін мен ризамын деген сөзді естісеңіз, Аллах та ризалығын көрсетеді сол жерде. Пендеге сезіледі адамға. Ол бір өзінен өзгеріс болады. Сонда аша көрініп тұрады да оның сезімнің жоғары дәрежесі. Ал мабрур деген қажылықтың жалпы ол мағынасы қандай? Мабрур қажылық деген жаңа айтқандай қабыл болған қажылықты айтады ғой, мабрур деп. Мабрур Алла тағаланың тарапында. Қалай болғанда да енді мынау Алла тағала айтады ғой, кімде-кім Алланың разылығы үшін ораза тұтса, оның қарымын мен беремін дейді Алла тағала. Құлшылықта Алла тағала оның қарымын, сауабын беретін құлшылықтардың түрі болады. Сол сияқты бұл қажылық та жаңа Нұрлан ағамыз айтқандай, оған періштелердің қаламының сиясы жетпейді. Алла тағала менің зиярат еткен адам деп өзі айтып тұр. Жаңа кімде-кім, пайғамбарымыз хадисін айттық қой, кімде-кім ешкіммен ұрыспаса, ешкіммен керіспесе, төбелеспесе, анадан жанат болғандай болып қайтады. Оның арғы шетінде кімге қандай сауап жазылады, бір Алланың құзырында да. Біз қазақ қонақжай халықпыз ғой. Қонағын құдайындай сыйлайды. Қуыс үйден құр шықпа деп үйге қонақ келсе, барымызды беріп жібереміз, ең жақсы нәрсеміз, сыйлығымызды беріп жібереміз. Жаңа әзілдеп айтып отырды, айген пакетке салып бірнәрсе беріп жібересің ғой әйтеуір. Сол сияқты шындығында үйіңе бір сыйлық қонақ келсе, өзің шақырған қонағың келсе, жақсы сыйлығын беріп жібересің. Сол сияқты сені Алла тағала шақырып тұр. Оған біз бәленбай жылдық тәжірибе бар. Көзіміз жетті іс жүзінде, практика жүзінде. Ол жаққа тек қана Алла шақырған пенделеріне нәсіп болады да. Мен барам, қаражатына сеніп, жаңағыдай бір емес, бір өзі бірнеше 100 адамға ақша төлеп бара алатын азаматтарға нәсіп болмаған құлшылықтың түрі да. Тырнақтап ақша тауып жүр, Алла шақырды. Сондай азаматтар барады. Өзінің жағдайы екен, бірақ Алла шақырды, қалай келді? Оның жаңағыдай өмір сүруге, жаңа бала шағасын бағуының өзі мұң елде. Бірақ Алла шақырды, сондай азаматтар жүреді да. Мен қалай екенін білмеймін, Алла нәсіп етті дейді, өзі түсінбейді. Өйткені ол Алланың қонағы. Орысша айтқанда не обсуждается, кейбір нәрселер ше, таң қалатын нәрселер. Бірақ жаңа айтқандай Алла тағала қонақ қып шақырды, оны құр қайтармайды. Бізден Алла тағала адамда да мейірім деген сипат болады. Негізгі мейірімнің иесі Алла. Мейірім.
Ол мейірім 18 мың әлемде де бар. Құдай өзі сақтасын. Тауық та шөжегіне мейірім танытады. Шошқа да торайына мейірім танытады. Ал бірақ ол мейірімнің иесі Алла. Мейірім танытып Алла тағала пендесін шақырды ма, босқа айтпайды. оны сізбен біз есептей алмаймыз. Оны Алла береді да, қарымын. Сол сақтан да біз қонақжаймыз ба? Қонақжайлық қасиет біздің де бойымызда бар ма? Негізгі қонақжайлықтың иесі Алла. Бүткіл әлемдегі пенделерін қонақ қылып шақырады өзінің сүйікті мекеніне, қасиетті мекеніне. Сондықтан да сондай қасиетті мекеніне шақырып тұрған пендесін қолын құр қайтаруға ұялады. Біз қалай ұялсақ, туыстарымыздан, достарымыздан оны қалай құр жібереді, біз қалай ұялсақ, Алла біз оны елестете алмаймыз да. Сондықтан да оған берілетін қарымды, сауапты, жаңағы оның мабрур болуын, қабыл болуы жалпы бір Алланың құзырында. Барып келген адам, ол мен қажымын, менің қажылығым деп айтуы да ол өте күмәнді нәрсе де. Оның құлшылығына, оның қажылығына зиян тиетін нәрсе, рия араласса. Ал одан кейін ол қажылық жасау бір бөлек, бару бір бөлек, оны орындау бір бөлек. Ал елге келгеннен кейін Құнанбай атамыз сияқты қажы болып жүру, ол негізгі сенің миссияң сол. Қажыға барып келудегі, барып келгеннен кейінгі сен қандай қажы болып жүресің, қоғамға қандай пайда тигізесің, сен қоғам сені қалай қажы деп қабылдайды, мәселе сода. Қағбаның тарихы, Қағбаның шарапатын, қасиетті жердің шарапатын қалай жеткізесің, қалай елестейді, сені көреді, үлгі тұтады, мынау қажы деп сенеді. Бірақ сен соған көз бола білуің керек. Қағбаның тарихы адам ата салған ғой Алланың әмірімен. Соны енді ол Сафиулла, Алланың бір ерке пайғамбары өзі Алладан тікелей сұраған ғой. Мен сал деп жатсың, неге саламын мен бұны? Не пайдасы бар деп. Алла бұйырып тұр өзі. Сонда Аллах Тағала айтады, кім осы жерге келіп сенің келешек балаларынан зиярат қылса дейді, күнәсін кешемін. Енді ерке адам деп отыра бермейді, біз сияқты болыпты енді деп. Жоқ дейді, бұл аз дейді. Бұл аз дейді. Сонда Аллах Тағала өзі айтады дейді, хадис құдсида келеді. Кімнің осы жерге келуге ниеті болса дейді, бірақ жағдайы болмаса дейді, оның да күнәсін кешемін дейді. Келуге ниет бар. Сол үшін бабаларымыз ақша жинағанда қажылыққа барам деп топтайтын болған. Кешегі өткен 70 жылда біз баламызға немеремізге той берсем деп жинайтын. Ниетіне жетті бәрі. Жеткендігі дәлел 30 жыл тойладық. Ендік одан кейінгілері қалай жинап жатыр? На черный день жинап жатыр. Бір нәрсе болып қалса деп. Құдай оны да тілеуін беріп жатыр. Ұсталып қалып жатыр взяткамен. Оны да тілеуін беріп. Сосын черный день беріп, беретін арамдарымен жоп шығып жатыр. Ниетіне қарай бар. Сол үшін айтпақ болғанымыз өзі, ол Қағба туралы көп тарих келеді да, бірақ соның ішінде ең жақсы ниет қойыңыздар. Мына жағдай жоқтар да ниет қыла беріңіз. Мен барам. Құдай қаласа балаларыммен барам, немерелеріммен барам. Қияметке дейін менің тұқымым осы жерге келіп тұрсын үрімтағым дей беріңіз. Бара алмасаңыз да Құдай жеткізеді. Жеткізеді. Ол Алланың қолында. Қаншама қызық оқиғалар бар. Анау кезінде Омайяттардың патшасының дәуірінде дейді, бір ғұлама Меккеге барғысы келеді. Баратын ақша жоқ. Қызына қажылыққа кетіп бара қарап тұрып, жылап тұрған ғой. Кішкентай қызы келіп, әке не жылайсың сен? Анварға ілесе алсам ғой деп айтады. Кете бермейсің бе деп айтады. Сен бізді Құдайға табыста деп айтады. Кете бер деп айтады. Алла өзі жол береді сізге. Айтқандай шығып кете берген ғой. Ана махаббат. Соң кетіп барып кеткеннен кейін, сол Омайяттардың патшасы сол жерде өтіп баратып, жаңа кісі келген, соң су ішкісі келді дейді. Әскерде су болмай, ана жаңа кісінің үйінің көріп, мына үйден су алып келер деген ғой. Су алып келсе, жаңа үйде қалған, жаңа кішкентай қыз су беріпті патшаға. Соны бүйтіп алып, суды бүйтіп ішсе, Алла Тағала судың дәмін сондай қылған, патша ешқашан ішпеген суды ішкендей болады. Басқа келіп сарайға су ішеді, ішпейді. Әлгі үйдің суы кім тұрады, не тұрады сатса, осындай кісі ол қажылыққа кеткен. Содан кейін қажылыққа кеткен адамдарды бұлай бос қалдыруға болмайды ғой деп қазынадан бірақ қаражат беріп көтерді дейді. Сонда міне Аллах кегесіге келгенше олар бай бақуат. Алла өзі жеткізеді пендеге. Сондықтан бірақ осы жерде бір түсінік, мына біздің оқырмандарымыз дұрыс түсінсін, Құдай өзі жеткізеді, бәрі кетіп қалмау керек. Жаңағы елде қалмай қалмасын да бәрі. Айтылды ана, Меккеге барып өлу керек, Меккеге барып өлу керек деп бір сөз түсіп,
елдің бәрі Меккеге бара өле берсе, самолеттер пустой ұшып келе берсе ел астына. Бұл қалай болады? Болмайды ғой. Сондықтан Құдай жақсылық ниет берсін деп, жақсы ниетпен бару керек та. Солай. Ал сауабына байланысты енді қасиетті хадисте келеді ғой. Жәннат, қабыл болған қажылықтың есесі. Жәннат. Сонда ол сол жерге барып, сол при жизни жәннаттық адам болып қайтады ғой сонда? Қиямет. Ол при жизни деп айтқан, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі тікелей тірі кезде айтқан, бірақ кіші адамдарға айтқан. Олардың өзі біз жәннаттықпыз деп бүйтіп жүріп алмаған. Біздің адамдарға егер сіз осыны сөзбе-сөз алып айтатын болсақ, ол монополия қылып жібереді да. Содан кейін барлығы сен кімсің, мен жәннатқа мына деп хадисте әкеліп көрсететін болады. Ондай түсінік шықпау керек. Иә, ол корочка сияқты, ондай шықпау керек. Иә, қабыл болса. Бұл жерде жаңа жақсы сөзді қостық қой. Келгеннен кейінгі өмір. Бару бір басқа. Анау оқу сияқты ғой. Бұл бекке оқу негізі. Адамның оқуы неден көрінеді? Теорияда, практикадан, тәжірибеден көрінеді. Оқу дейді, қазақ тоқудан көрінеді дейді. Барған оқуды енді жүзеге асыру керек қой. Практика. Нәпсіге тиым салу керек қой. Міне сол кезде иншалла жәннат болады. Ал енді былай деп қысқаша халыққа түсінікті болу үшін айтуға бола ма? Кіші қажылық ол бүкіл кіші күнәларды кешіреді, үлкен қажылық бүкіл үлкен күнәларды кешіреді деп айтуға бола ма? Жоқ, айта алмайтын шығармыз. Бәрін кешіреді. Мен мына кіші қажылықты да қажылық емес деп айта алмайтын едім. Адамдардың білесіз бе, кіші қажылыққа бару арқылы қанша имандар оянады. Рас, біздің халық әйтеуір кішкене бір корочкаға құмарлауымыз енді. Грамота, темір-терсектерге құмарлаумыз, иә. Сертификат. Иә, сертификат. Сонда куәр, мен қажымын ба, қажысыз деймін. Анау айтты ғой қажымыз, двойной қажысың сен, қажысың сен. Бірақ қажыдан кейін өзгер деп айтамыз да. Шын мәнінде өзгерсе ол, мына үлкен қажылыққа да Алла сауабын тегейміз. Мынадай бар ғой, нәпіл намаздың Алла Тағала сауабын дейді Рамазанда, парыз сияқты көбейтеді дейді. Қайдан білеміз? Адам барып өзгеріп келгеннен кейін, мүмкін нәпіл енді мына умра нәпілге жатады. Нәпіл болса да қосымша бұның дәрежесін Алла үлкен сауабын көтеріп жіберем десе. Қанекей. Алла өзі шешеді, иесі өзі ғой. Ияка нағбуду ва ияка настаин деп не үшін айтамыз? Саған құлшылық қылып, сенен жәрдем тілейміз деп. Көмегіміз, сұрауымызша Алла нәсіп етсін деп сұраймыз. Бірақ жаңағы мен барып жүргенде қажымын дегендер кездеседі ішінде. Иә, енді біз айтуымыз бір бөлек, Алланың айтуы маңызды емес пе? Ол түбі соған келеді өзі. Бірақ жаңағы көңілін мен қалдырмаған болар едім да. Сертификатты беретін едік. Беріп жатыр қазір барлық компаниялар қажыға барған растайды. Енді ешкім айтқан жоқ қой, саған 1 тонна 200 килограмм сауап берілді деп. Ешкім ондай сертификат бермейді. Рас қой енді. Бірақ жаңағы қажылыққа барды, қабыл болсын деп жақсы ниет айтқан дұрыс болады. Мына біздің телекөрермендер жаңағы елді бұл егер біз осыны түсінсек, мен мынандай нәрсе білемін. Бұлардың қазіргілердің қажылық емес дейтіндерді естіп жатырмыз. Неге? Өйткені дейді, бұрынғы аталарымыз сияқты атпен, есекпен, түйемен жаяу бармаған деп. Осыны түсінген кейбір ақымақтар деп айтайын енді. Жаяу шыққандар бар. Велосипедпен кеткендер бар. Өзі ақшасы жоқ. Атың шықпаса жер өртенің бір сипаты бұл. Шығып алып кеттім велосипедпен де барлық жерге қонып, ақша сұрап әркімнен. Одан кейін көрінген жерде оны күтіп алып, велосипедпен жоқ, керек емес нәрсе. Жолда өзі қажылық бейбіт сапар болу керек. Құдайбияда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қажылыққа келді ғой. Сол кезде пайғамбарымызды күтіп алып кәпірлер соғысамыз дегенде, сахабалар соғысайық дегенде пайғамбар не айтты? Қажылық бейбіт сапар деді. Соғыспен, қылышпен кіруге болмайды Меккеге. Сондықтан бұл жанды қинап бармау керек. Егер қазір осы жерде осыны қосып жетіп кетейінші, бәрі естіп алсын. Самолетке, ұшаққа шамасы жетіп тұрып, жаяу велосипедпен кеткен адам ақымақ болады. Қайсына болса да. Алла ол қажылықтың қабыл қылмауы да мүмкін. Өйткені қажылықтың бірнеше шарты бар, соның ішінде бір шарт амандық керек. Яғни жолда соғыс болмау керек, өміріне қауіп төнбеу керек, адам бейбіт сапармен бару керек. Ал жолда мысалы соғыс болып жатса, сол мемлекетті бүйтіп айналып өту керек, ұшақ болса. Егер жолмен жүрсе, сол мемлекетті айналып өту керек. Тіпті оба, басқа да анау жұқпалы аурулар болса, оған кіру өмірге қауіп төнбеу керек бұдан. Айланып өту керек адам. Сондықтан қажылыққа барған адамдар жаңағы қажылық қабыл емес деп айтқанша, қабыл болсын деп айтқан дұрыс шығар. Осы екі сөзді ауыстыруымыз керек.
қабыл болсын деп айтқан меніңше дұрыс болады. Ал мына сөзді қалай түсінуге болады? Бұрын жету қиын, ал қазіргі уақытта орындау қиын қажылықты деп айтады ғой. Енді былайша айтқанда Алланың әділдігі ретінде сол бұрын жету қиын болған дейді. Ал қазір енді қажылықты орындау қиын. Сол анау адамның көптігінен болып тұр ғой, жаңағы. Иә. Мүмкін жалпы пайғамбарымыз айтқан ғой, қажылық машақат. Әрбір заманның өзіне тән машақаты болады да. Ол кездері мысалы аталарымыз атпен түйемен шығып жатса, қазір санаулы сағаттарда ұшақпен жете қояды. Ол кездердің аталарымыздың машақаты мысалы бәленбай мың жолда азық қылатын, малын айдаған, жаңағы оларды қорғайтын тағы бірнеше сарбаздарды ерткен, жанына көмекшілерін, малдарын жаятын, жаңағы қосшыларын ерткен, бәленбай, Құнанбайдың өзі 80 адам ба, бәленбай адам болып шыққан ғой, Құнанбай атамыздың өзі. Айлап, өзінің машақаты өзіне тән қиындығы болады. Енді қазіргі бәрі заманның игіліктері тола. Ұшақ, жеңіл көлік, автобус, қиын еш нәрсесі жоқ. Сол Қағбаға жақын жерде жағдайың болса, қонақ үй 400-5 жұлдызды. Бірақ соған қарамастан өзіне тән қиыншылық кез келген қажыға әйтеуір бір қиыншылық жолығады. Біреу ауырады, біреу аяғын ауыртып алады, біреу адасады. Алла тағала кез келген қажыға әйтеуір бір сынақ жібереді. Тіпті болмаса уайымдайды. Бір нәрсеге жүрегіне бір уайым салады. Елден бір хабар келеді. Әйтеуір бір машақатқа түседі да, сәл. Бірақ енді ол аталарымыздың қажылығының деңгейімен қазіргілердің қазіргі қажылық па деген мәселе ғой. Оның өзін Алланың құзырына қалдырғанымыз дұрыс шығар. Ол замандардағы аталарымыз жасаған қажылықпен әулие болды ол кісілер, шындығында әулие болды. Қазіргі әулиелердің мазарлары тұр ғой. Олар да мысалы қажылыққа барған, Алланың сүйген құлы, Алланың сүйген досы. Қазіргілер мың-мыңдап барып жатқан отандастарымыздың қайсысының дәрежесі Алланың алдында қандай екенін оны тарих көрсетеді. Алланың құзырындағы нәрсе да. Қазіргі заманның машақаты очередь шығар. Қажылықтың кезінде. Мынандай риуаят бар да. Мынандай бір қызық риуаят бар. Жаңылмасам Абдулла ибн Мубарак па сол қажылыққа барады. Барған кезде түс көреді. Шәкірттердің айтысы, имам ағзам ұстаздар ғой. Түс көреді, түсін кейін өзі оянады да қасындағы шәкірттерді айтып береді. Мен бір періштемен сөйлестім дегенде сұхбат айтады. Биылғы қажылыққа 500 мың адам келді деп айтады. Сон періштеден сұрадым дейді, қанша оның қажылығы қабыл десем, 2-ға қабыл деп айтады. 500 мыңнан. Енді сол кезде 500 мың адам барған. Енді қараңыз, ішіне 2 адамды қабыл деп айтады. Қалған 400 мың 98-кі не болды дейді. 498 мыңдікі не болды десе, 98-ның аржағына, ол аржағына не болса, бәрекелді. Ана 2-інің тілегімен дейді, мыналардікі да қабыл болып кетті деген сөз бар. 2-інің шарапаты. Сондықтан бұл жерде жаңағы датчик сияқты бүйтіп көтеріп басып тұрмайды. Иә, бұл шарапатты жер. Шарапаттың арқасынан жаңа айттым ғой, түзеледі, көтеріледі, біреу қарайды, бір-біріне үйренеді. Ағаш ағаштан рең алады, адам адамнан тәлім алады деген сөз бар. Бір-біріне қарап, бірінші барғанда кейбір адамдар бүйтіп үйрене салмай тұрады, қарайды, бір адам жылап тұр. Соған қарап иман оянатындарды көргенбіз. Өзінен ештеңе жоқ, бірінші ойланады шығар, түсінбейді, бір мең-зең болып тұрады да, мына неғып бүйтіп жүр деп. Кейін соңына қарай шықпайтын адамдар болады. Қажылыққа барған мына Бесия компаниясына біледі ғой, кейбір адамдар гостиницаға неге келгісі келмейтіндер болады. Мен жатам сол харамның қасына дейді. Мешітке келгем дейді. Атамның жатқан жеріне жатқандай сезіледі. Кәдімгі анау мрамор аппақ тас қой. Төсектің үстіне ұлпада жатқандай сезіледі. Әшейінде жатып қойшы бетонға цементті қалында. Мысалда бүйрегіңнің сұқпасын жаздым ғана. Ол жерде сондай ахуал адам бір ләззаттық алады. Алла сондай бір қасиет береді. Сондықтан Құдай барғанның да, со жақтағылардың да келгенің де сондай ұлылығын Құдай өзі берсін деп тек қана тілек айту керек. Енді бір қызық тақырыпқа келдік, жаңа айттыңыз ғой, ата-бабалар деген. Біздің ата-бабаларымыз қажылықты қалай жасады, қажылық мәдениеті қалай болды оларда. Мен естіген бір маршрут, жаңағы кіші жүздің қажылары шығады, орта жүзге келеді, орта жүзден ұлы жүзге келеді, содан кейін шығыс Түркістанмен, Кашмирмен, сосын немен, теңізбен барады,
сосын мысалы шәкәрімнің несін оқыған кезде ол кісі мысалы Қара теңізбен барған екен да. Сол қалай болған жаңағы нелер? Мен айтып бере аламын мұны жобасын. Бізде бірнеше маршрут болған Қазақстан. Маршруттар әртүрлі болған. Бірінші оңтүстік өңір сол әдеттегі Өзбекстан арқылы, Түркмен арқылы, Иран арқылы, Иранда жол бөлінеді. Өйткені мен өзім сол жолмен жүргем. Машинамен мен өзім барғам. Нешінші жылы? 94-ші жылы көлікпен барғам. Автобуспен де бар? Велосипедпен. Иә, машинамен өзім барғам. Мен велосипедпен барып өзім түсінгем оны. Барға болмайды. Сонда біз Иранға кірдік, Өзбекстан, Бұхара, Самарқанд, Бұхара арқылы неге кірдік? Түркменге, Түркменнен Чаржау арқылы Иранға кірдім. Иранда жол бөлінеді екен. Ираннан Сирия, Турция, Иордания арқылы үстінен кіруге болады. Бұл ұзақ, тек қана құрлық жолмен жүреді бұл. Бірақ ұзақтау жол. Екінші жол бар, Ираннан Иракқа кіреді, Ирактан Саудияға кіреді. Бұл соғыс болғандығы үшін біз олай жүрмедік. Енді үшінші жол бар, Иранға кіресіз, Ираннан Кувейт арқылы кіретін жол бар. Бұл жерде екі жол, Иран, Иракта екеуінде де не бар? Пароммен өтесіз, теңізбен өтесіз. Көлігіңізді жеке бұрын бір көлік бір порт болған ғой, қазір екі түрлі порт бар. Біреу Абадан порты, екінші порт бар. Бір порттан көлік салып жібересіз, екінші мысалы 6 сағаттық жол екен, 6 сағаттық жол, сол 6 сағатта екінші портқа келіп түсесіз. Көлікпен жаңа таксименен көліктер келетін грузовой портқа барып, сол жерден көлігіңізді алып шығып ары қарай Саудияға кіріп кетесіз. Егер ең қысқа жол Кувейт пен Ирак жолы ғана. 8000 маңайы болады. 8775 шақырым болады. Екінші сіз айтқан жол бар, ол біздің аталарымыз осы Памир арқылы кеткендер бар. Ауғанстан ашып, әйтеуір не керек, ол өте қиын жол. Өте қиын жол. Енді білмеймін, енді мен көлікпен барғанда өзім таңғалғаным, өзім көргенім, мен біреу емес, өзім тікелей жүрдім. Сол кезде жас кезім, 16-17 жасымда жасым, аяқтарым ісіп кетті біздің көлікте отыра беріп. Күніне 1000 шақырым жүрдік. Сонда менің ойым, екі ойымның бірі, біздің аталарымыз қалай жүрді деп таңғалдым. Әшейін отырып, жанымыз шығып кетіп жатыр. Ал енді не карта жоқ, не басқа жоқ, қараңғы жоқ. Біз түзу асфальтпен қиналып келе жатырмыз. Ол кезде асфальт та жоқ. Әйтеуір тау тасты бүйтіп асып, жобалап, жол да білмейді. Тугис те жоқ. Қалай жүрді деймін, не деген иман. Қанша қарақшылыққа түсті байқұстар. Әскерлер болды. Қандай иман деймін, қорықпай. Қазір мысалы әжетханаға бару үшін пәтердің ішіне свет жағып баратымыз. Күндер жүрген. Ал енді мысалда салыстырмалы түрде, сонша жерге жүріп баруға жүрекке қандай иман керек. Мен соны миыма кіргіземей қойдым. Қандай махаббат Құдайға деген. Міне біз солардың тұқымымыз. Осы нәрсемен қуануымыз керек, мақтануымыз керек. Енді солардың өмірі кейін ұрпақ бәрімізге, әр қазаққа үлгі болу керек. Жаңағы кинодан қандай, мысалы, осыған кішкене бұрын келіп отыр. Сол жерде жаңағы кітабында да келеді ғой. Қоштасқанда жолда мақшарда кездесейік деген сөздер бар. Қандай сөздер? Имандылықтың тұнған сөзі. Қазір жаңағы тәңіршіміз деп жүргендер, басқа да бір теріс пікір айтып жүргендер, қандай тұқымысыз сөз. Бабаларымыз қандай адам еді? Кеше мына біздің жібек жолы арнасы шығарды, Нәзір Төреқұлов атамыздың киносын. Сонда әр қазақ көріп шығу керек. Нағыз қазақ тарихында дипломат Саудияда мемлекеттік кәдімгі аяғында дос болған. Міне сондаймыз. Сон тұқымыз соқтан осыған мән берсе екен деген ойым. Алла разы болсын. Сол ниетіңізге, сол әр қазақтың жүрегіне иман, ислам салғаныңызға сізге де Аллах Тағала бүгін қонаққа шақырды. Алла разы болсын. Осы жерде мен де бір айтып кеттім. Жалпы енді менің ұғымда қажылық ол енді парыз, әрбір мұсылманның мойнындағы міндеті ғой. Бұл Алланың тарапынан жалпы адам баласына берілген үлкен бір мейір, рахымы ғой. Осы бір жол арқылы тазарып келудің адам Алланың алдына бәріміз оралушымыз ғой. Сол бір жеңіл нәрселерді беріп қойған секілді де. Қазіргі таңда мүлдем жеңіл. Аталарымызға қарағанда қазір мысалы бұл қол жетімді болып қалды. Расымен ұшақпен ұшып бару деген мәселенің өзі Алланың берген бір құдіреттілігі ғой. Осы қажылықтың өтеуінің өзінде үлкен жеңілдік беріп тұрды қазіргі таңда.
бірақ соған бармай жүрген қаншама расымен азаматтар бар, ол енді бір Алланың қалауымен әлбетте. Бірақ бір адамға себепші болып ертіп барып, сол махаббатын оятып жатады да. Расымен кейбір ата-аналар барғысы келмейді. Көп енді естіп жатамыз ғой өмірде де, түрлі жолдастарымызбен әңгімелескен кезде қажылыққа барған. Расымен ана әкесі ол өз ниетімен бармаған шығар, бірақ сол жерге барып сондай махаббаты ашылып, кейін баласы шақырмаса да кейін өз жылда бір баратын жағдайға барып қалды да. Алла тағала сондай, сол бір арқылы мейірімін төгіп қойды да, мысалы жүрегіне. Екінші мәселе жәндегі Нұрлан ұстазым айтып жатыр ғой, енді жаяу бару үлкен ақмақтық деп. Мен енді былтыр қазіргі заманда сол ақмақтардың қатарында мен бар шығармын деп қалдым енді. Өйткені былтыр тура осындай күзгі түсіп жатқан айында мен Атарда бір түсірілімде жүрдім да өзім. Сол түсірілімде жүрген кезде кейде өзім жаяу кетіп қалатым ана өз жататын жерімізге. Жолды біліп алдым да, көлікпен барғаннан гөрі, өйткені мына екі ортада пойыз өтеді екен да, ана шлагбаум ашылып жабылған көп уақыт алады. Ол машина ішінде отырады, одан қайта кішкене таза ауамен жүрейін деп. Сол жаяу жүрген кезімде сол ақмақты ғой ма, Алла берген шынайы бір ниет болды ма, білмеймін, осы қажылыққа деген менің махаббатым сонша ашылған. Мен осы 40 жасқа енді жақындап отырмын ғой. Жасарын жасап жатырмын, Алла берген жасым, бірақ Аллаға деген бір ниетім туды, қажылыққа жаяу барғым келген бір ниет келді. Расымен қатты көп ойландым осы жайында, көп толғандым, жәндегі карталарды ашып тігінен қалай баратын жолдарды бүкіл бәрін қарадым. Осы бір тулаған ішімдегі сезіммен Алматыға келіп, туған ағаммен оның жәндегі қасында дос осы екі кісіге де айттым. Мүмкін бұл кісілерде де сондай ниет пайда болып, мүмкін бірге барармыз деген нәрсе ғой. Бірақ менің енді Аллаға шүкір ағам өзі 2 рет қажылықта болды. Қасындағы досы да айтты. Дәп сондай бір ішіңде ниет туып жатса, Мәдинеден шығып Меккеге жаяу барсаң да сен өз кішкене түсініп қаласың, жаяу барғанның қадірі не екенін. Сен мына жақтан бармай-ақ қой деді. Сондай бір ақыл айтты да енді. Расымен, сол Мединадан шығып, сол Меккеге дейін 500 шақырым ба, арада 450 шақырым ба, сен барып көрші алдымен деді. Соған шыдасаң сен азаматсың деді қазіргі таңда. Бірақ оның ар жағында енді қарасақ, бабаларымыздың расымен де кешегі дінге деген қандай ұстанымы, иманы, мықтылығы да. Қажылыққа бару, ниет етіп шығудың өзі үлкен тәуекелдік қой, былай қарағанда. Сол бабаларымыздың бүкіл жасаған қажылығы қабыл болсын деп әрдайым тілеймін ішімнен. Өйткені біздің де өзі фамилиямыз Қажыбай болғандықтан білеміз да, арғы аталарымыз кеше қажыға барған. Сіздің фамилияңыз Қажыбай ма? Осы Қажыбаев болып кеткен енді, оф поппен. Осы выпускқа келгеніңіз атамның да аты мысалы муфти, оның бәрі тектен тек емес екенін білемін. Қазір муфтилердің атымыз да муфти емес бізде мысалы. Бақтаға, сіз жалпы түсірілімнің кезінде енді қаншама күн съемка болды, сценарий оқыдыңыз, бір иманыңыз бір өскен шығар, сол нелерді? Айтқан сөздерді айтып. Әлбетте, үлкен әсер берді. Өміріме де, санамды сілкіді, ішімді қатты толғандырды. Танымай келіп біз бабаларымызды, тарихымызды білмейді екенбіз расында. Осы нәрсемен жегедей жей бастады ішімді. Сол аталарымыздың істеп кеткен ісіне сай сол кісілердің енді рөлін сомдауға барымды салуға тырыстым, қолдан келгенше. Әлбетте бұл енді халықтың көңілінен шығып жатса да, бұның ар жағында сол Алланың құдіреттілігі тұрды. Өйткені біз қанша тырысқанмен ол Алланың өз жерде жайында несі түспесе, бұл көрермен қабылдамауы да екіталай. Сол үшін Аллаға сан шүкірлер етіп отырмыз, осы істеген еңбегіміздің халықтың көңілінен шығып жатқанына. Сан шүкір. Голливудтың Энтони Куин дегені бар ғой. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи киносына түскен кезде Хамзаның рөлін сомдаған сол.
сонда мұсылмандардың сондай адам Хамзаның сондай рөлін сомдаған кезде дейді ислам қабылдау нәсібіне түспеді дейді. Бірақ ол кісі сол Хамзаның сондай өмірлік ұстанымы, сондай адам болғаны үшін дейді. Тарихын әбден оқыған ғой, мен бұл кісілер әбден рөлге кіру үшін жаңағы соның кейпін қабылдайды ғой. Сол кезде айтады ғой, Хамзаның құрметі үшін өлгенше сақалымды алмаймын деп айтты. Сол сақалмен өтті сол. Дәнек ойын. Тап сондай дүние ғой, жаңағы қандай сөз айтылып жатыр. Иә, Омар Мұхтарды да ойнады, иә. Сол жерде ана, бірақ сол бетті алмаймын деген ғой, сақал. Ғашық болған сонда сол. Иә, иә. Ар жағында кімге Аллаға иман келтіруді ықтимал. Ішіндегі жан дүниесімен бір несін тапқан шығар өзі үлестігін. Ол әр адам баласының ішінде бар нәрсе ғой. Өйткені қабысқан кезде ғана сол нәрсе ішінде жылу болып қалады да. Енді сол сериалда, кинода қатты жүректі елжіреткен сол ату жазасындағы сахна ғой. Махшарға кездесеміз деп. Содан сол жерде енді Алла разы болсын, сіз енді Алланың көмегімен кәдімгідей жақсы ойнап бердіңіз, кәдімгі көзімізден жас ағып кинода отырған кезде. Сол жалпы сахнаға дайындық қалай болды? Көп дайындалдыңыз ба? Енді ол сахнаның алдында кеп дайындалмайсың ғой. Оған дейінгі көп дайындықтар, көп ізденістер сенің айтып жатырмын ғой. Жәндегі санаңды сілкейді, көп ішің күйзеліске түсесің. Қайран бабаларым, аталарым қандай мықты еді дейсің. Осы күнге, осы жасқа келіп, мен не істедім, не бітірдім деген нәрсе сені толғандырмай қоймайды. Сол себепті бұл рөлді дұрыс ойнамау бір үлкен қиянаттық болар еді. Мен тараптан. Сол қиянаттыққа жасамауға барынша тырыстым ішімде. Алладан тіледім, тұрсам, жатсам да сол Алладың тілеуін берген шығар. Аллаға сан шүкір. Сол түрмеде отырған кезде сезіне алдыңыз ба сонда? Сол бір сол заманның сол бір күйін. Енді біз барынша өзімізше сезіндік қой, бірақ ол толыққанды сезін алдық па, ол аталардың сезінгендей. О аталарымыз жәнде күйзелгендей толыққанды біз күйзеліске түс алдық па, ол да бір үлкен сұрақта. Бірақ біз өзімізше түсіп көрдік. Мүмкін аталарымыздың одан да мықтырақ, білмеймін енді, қиындығын көрген шығар. Біз әшейін бер жағын өзіміздің пайымызбен, жәнде түсінгенімізбен ғана ойнап жатырмыз ғой. Ал ақиқатында қалай болғаны енді бір Аллаға мәлім да. Міржақып Дулатов атамыз негізі Алла Тағала туралы көп қосады, өлеңдеріне. Дінді көп қосады. Біздің даналарымыздың барлығы, алаш зиялылардың барлығы Құдайға берілген адамдар ғой. Сіз сезінді ме деп отырсыз ғой. Мынау Алматы облысының Талғар ауданына қарасты Жетіген трассасында Жаңалық деген ауыл бар. Бүкіл қазақ зиялыларын сол жерде атқан. Сол ауыл маңайында атқан. Қазір сол жерде үлкен монумент салынған. Білмеймін, енді жүрегінде иманы бар, сәл парасаты бар адам, мысалы мен өзім, білмеймін, Алланың қалаушы сол жерге барғанда кәдімгі жылаған дауыстар көз алдыма елестеді. Қазақ үшін жылаған, жан берген. Сол ауылдың тұрғындары бәрі айтады, қай жерді қазсақ дейді, адам сүйегі шығады. Анау жердегі соғылған монументтің өзі андай бір мұң, зар мұңы да жаңағы бір оқпен атқан. Совет өкіметінің сол тіпті адам өлтіргенде де экономияға алып келген ғой. Бірақ отқа сонда тура мына көк желкенің арт жағынан ату керек болған. Алдынан атамаған. Тірі қалатын қауіп болған. Сонда тек қана көк желкеден бірақ оқпенен құлататын болған. И ол өлетін анық болған. Сондықтан енді сол сәтте білмеймін, енді қарасаңыз иманның күштілігі ғой. Мысалы не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тек қана бір дінді үйрету үшін қазақты қалай Сұлтанмахмұт Торайғыров ағамыздың керемет сөзі бар ғой, өрмелеп шығып күн болам дейді. Міне нағыз күн қалай жасасам деп. Қазір сол кісілерді біз қадірін біле, осы руханиятымыздың қадірін біліп, осы бүкіл қазақ басындағы тағдыр бізді өзіміздің ұлы руханиятымызға алып келу керек. Бүгін бір кездесуде болдым. Мына қазіргі зорлық зомбылыққа байланыстышы. Сол жерде бүйтіп айтты, ана шетелден келген бір кісі. Мына бұрынғы сендердің анау тарихтарыңды қою керек. Анау ескіден шығу керек. Қазір новый 21 ғасыр деген сөзді айтты. Ағылшынша. Содан кейін сөйлеп отырып, мен айттым, жоқ, сіз қателесесіз.
біздің тарихымыз жаман деп деген сөзге келтіріп отыр да. Дұрыс, 21 ғасыр. Бірақ біз 21 ғасырға аталарымыздың дәстүрімен кіреміз. Солардың жолымен кіреміз біз. Мына кешегі өткізген зиялыларымыздың көрсете алмай, жеткізе алмай кеткен нәрселесін алып кіреміз, біз соған кіреміз. Біз өзгеріп форматымызды өзгертпейміз. Біз анау еркек пен еркек, әйел мен әйел дегенді оның қалауы шығар. Біз ондай дүниемен кірмейміз қазақ халқы. Біз аңсаған бабаларымыздың қажылығымен, оразасымен, отан сүйгіштігімен еркекті еркек деп, әйелді әйел деп құрметтеген ұлағатпен кіреміз. Одан осы пікірде болуымыз керек. Ана азаматтар бірнеше тілді біліп, соны бір қазақтың әр баласы үлгі болатындай. Қазір анау қажылыққа барған азаматтарға да осы жерде бір ой түсіп тұр маған. Қажылық қашан қабыл болады? Мен өзімнің пайымым. Қажылықтан келгеннен қабыл болады ау. Өйткені ораза қашан қабыл болады? Ораза келесі жылы оразаға дейін қабыл болады екен. Сол уақытта өйткені бір жылға дейін не істедің? Теорияда өту керек. Тестовый. Иә. Сол сияқты сен қажылықтан келгеннен кейін ғана өзгеріс болады. Бардым, не көрдім, бәлен көрдім, түгілен көрдім деген болмас та. Сондықтан азаматтар ол қарап, неге мен осындай болмаймын? Неге мен алаш-сияқтар болмаймын? Неге мен бірнеше тілді үйренбеймін? Неге мен өзім еліме не пайда беремін? Деген сияқты. Білесіздер ме, қажылыққа барғанда Жәкеңдер жақсы деді ғой. Апа аталарымыз, мына әр қазақ үлгі болсын. Қаратас Қағыбаның алдында тұрып, қазақ үшін, ел үшін дұға қылады. Қазақ өткен президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы, қазіргі Қасым-Жомарт Кемелұлы, келешектегі біздің ел мемлекет басшыларының бәрі, мына мүфтиіміз айтты ғой, қазақ бай болсын деп дұға қылды президент. Міне тілек, қазақ, мен ойлаймын, біздің зиялыларымыздың, аталарымыз барған кезде қазақ тәуелсіз болсын, қазақтың аспаны тыныш болсын деп дұға қылған болар солар. Армандаған, сол тілегі жетті бізге, Құдайға шүкір. Сол үшін қазіргі баратындар армандаған арманыңызға жетесіз, барыңыз. Дүние бітпейді, тірлік бітпейді. Біздің негізгі тақырыбымыз қажылық болса, қажылыққа тарғип, яғни махаббат оятайық біз. Арман қойыңыздар, көрермендер, Алла нәсіп етсін соған. Әмин. Бағана ең алғашқы әңгіменің тақырыбында жақсы сұрақ қойды. Қажылықтың пайдасы дейді ғой енді. Пайда. Ақиқатында көбінде бүйтіп қарап тұрсам, бізде осы мәселе мына көбінде батыстан келеді. Пайда болу, және бақытты болу, үлкен жетістікке жету мәселелер көп қойылады. Быть счастливыми, богатыми, успешными, анау, бүкіл жере мотивация. Бірақ бұл біздің кешегі ата-бабаларымызда да болмаған. Өйткені бізде бірінші жәндегі Алласын танып, өзінің кім екенін біліп, алдымен ішкі рухани байлығын алғанда. Рухани бай адам ол ештеңеге мұқтаж болмайды ешқашан. Ештеңе сындыра алмайды өмірінде. Мысалы, қаншама байлар бар, бірақ бақытсыз да. Өйткені ол рухани аз да. Нағыз құнды нәрсесі жоқ та. Иман демей-ақ қояйын, енді бір Алла біледі. Бірақ көбінде көп жетістікке жеткен адамдар бәрібір өзінің толыққанды жәндегі несін таппай жатады бұл өмірде бақытын. Ал мына исламдағы үлкен ғұламаларды қарайтын болсаңыздар, бұлар бірінші тәрбиелікке не? Исламды тартады, өзін танып білу, Алласын танып білу, сосын бізде айтылатын нәрсе жақсылық жасау. Туған туысынан бастап, ата-анаңнан бастап, қоршаған достарыңды алдамау, біреудің ақысына кірмеу, жамандамау, өсек айтпау, ғайбаттамау. Осындай тұрғы бізде құндылық әлде қайда қалыптасқанда бабаларымызда. Бұл екі бөлек нәрсе, бұл батыстықтан көп нәрсе, осындай келген нәрселер қазіргі жастардың кішкене санасын бұзып жатқан бір дерт па, білмеймін, енді үлкен бір қауіп бар секілді. Мен Ахмет Байтұрсынов атамыздың анаға хат деген өлеңін оққам. Сол жерде енді анасына жазып жатыр ғой, енді қазір атылып кетем дегеннің алдына жазып жатқан ғой. И өзін емес, анасын тыныштандыратын өлең жазған ғой. Лаухул Махфузда осы нәрсе жазылды ғой деп айтады да. Енді Алланың жазмышында ол уже баяғыдан бар. Мен осылай атылам дегендей, сондай жаңағы сахабалар секілді осындай ерлердің сондай бір тағдыры сондай болмай ма дегендей бір мағынада өлең жазылған да. Иман келтірген. Сонда психологиясын мен түсіндім да, сол иманды адамдардың психологиясы болған екен. Жаңа солар өлімді сондай тағдырдың сынақтарын сондай Алланың иманмен қабылдаған екен. Ал оян қазақ деген мысалы сол сөз, ол жол
ұйықтап жатқан сол кезде сол мысалы 7-ші ғасырда бүкіл адамзат ұйықтап жатқан кезде пайғамбарымыз иқро деп келеді ғой. Сол негізі сөзбен келеді ғой, иә, оян деген, иқро оқы деген сөзге. Оқы оянасың деген сияқты. Ұйқыдан ояту емес ол. Ол андай білімге Серпіліс, талпыныс, жаманшылық болса жаманшылығын тастау, күнә істесе күнәні қою. пайғамбарымыз иқрамен логикасы келеді ғой. Иә, сондықтан ол тікелей адамды өзгерту, сананы ояту. Яғни білмеймін, күнә істесе күнәні қой деген сөз, жаманшылық істесең жаманшылыққа қой деген сөз. Қажылыққа бар деген сөз ғой, бір ауыз сөзбен. Иә, түбі сол ғой енді. Ғибадатқа кел деген. Мынау қажылыққа байланысты мен бір пайдасы деген айтып отыр басында. Енді Алла Абай атамыз айтады ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты деп. Мынау қажылық деген сөзде өзі худжа деген сөз бар, ол аргумент деген сөз, то есть дәлелдеу деген сөз. Қажылық негізі ол сен Алланы жақсы көретін дәлелдеу ғой негізі. Және жалпы былай сырттай қарайтын болсақ, оның ритуалдарына, жалпы өзіне тікелей менің өзім түсінгенім, біз Хикмет Ривалда мен жұмыс істедім, сол Мекке қаласында 3 ай бойы. Сол жерде жалпы жасаған умралар, апаларымыз, аталарымыз келіп жатыр, соларға қызмет етіп жүріп, сырттай түсінгім келді, артында не жазылған, қандай хикмет. Жаңа қазір тәңіршілер басқа бір топтар айтады ғой, әшейін бір айналады, тас лақтырады, Сафа Марва арасында жүгіреді деген сияқты бір хикметін түсінбейді. Жалпы қажылық мен түсінгенім бойынша ол бір сырттай қарасаң бір өлімге ұқсайтын сияқты. То есть адам қажылыққа келетін кезде бүкіл өзінің отбасын тастайды, отбасының бүкіл материалдық қажеттілерін орындайды, ештеңе зат алмай, қолына жаңағы иқрам келеді, өлімге кетіп бара жатқан келеді. Бірақ біз өлім дегеннен қорқпаймыз. Біз өлім деген біз үшін исламда ол хикаяның соңы емес, ол хикаяның басы, махаббат хикаясының басы. Себебі Мүлк сүресінде айтады ғой, бірінші маут, одан кейін хаят деп айтады ғой. Бірінші өлесің, одан кейін тірілесің деген сияқты. Сондықтан қажылық ол жаңағыда оян деп жатыр, оян қазақ деп айтып жатыр. Қажылық ол бір оятатын нәрсе сияқты. Адамның өлмей тұрып тірілетін бір инстанция сияқты да. Қажылықты жасайсың сен, өзіңнің Алланы жақсы көретін дәлелдейсің. Бүкіл дүниеңді тастайсың сен, маған ештеңе керек емес. Маған ештеңе керек емес, маған кейбіріңді киесің. Маған Алла керек, мен Алланы жақсы көремін. Мен Аллаға қарай жүгіріп қадам басамын деп, Меккеге келіп, өзіңнің Алланы жақсы көретін дәлелдейсің деген сияқты. Және де осы жерде ұстаздарға мен бір сұрақ қойғым келіп отыр да. Бір жақында бір кітап оқыдым. ақш-тың бір жазушы жазған екен, Secrets of Divine Love деп аталады. Алланың махаббатының құпиялары деп аталады. Сол жерде қажылықтың ритуалдарын не жасаған, тәпсірлеген да. Бізде көп адамдар қажылыққа барады, бірақ артындағы ритуалдың артындағы бір хикметті түсінбейді. Сәйкесінше пайданы да аламай кетеді. Ол кісі бүйтіп бір, енді ол тасауф тәзкия ғылымның маманы екен. Сөйтіп жаңағы Қағбаны айналу, Сафа Маруа дегенге қатысты, шаш алдыруға байланысты бір хикметтер жазған екен. Қаншалықты дұрыс деп ойлаймын да, мысалға жаңағы Қағбаны сағат бойымен айналмау, ол дейді Алла мен құлдың арасындағы махаббат хикаясы, ол шексіздік деген бір метафорический бір махаббат. Вне времени. Иә, вне времени деген. Біз арамызда махаббат жоқ деген сияқты. Румиде айтады ғой. Уақыт орбитасынан шығып, махаббат орбитасына кір деген сияқты. Алла мен екеуінің араңызда ешқандай болмасын шектеу деген сияқты. Уақытта, материалдық тұрғыда да ештеңе болмасын деген сияқты. Сафа Маруаның арасында жүгіру де айталық анау Ажар анамыз өзінің баласын тастайды да жүгіреді екі таудың ортасында. Бірақ су іздеді, Алла тағала оны қинаған жоқ қой. Жүгіріп жатқан жердің астында негізі ол проблеманың шешімі күтіп тұрған еді негізі. Ол жүгіріп шынайы дұға тілеген кезде астынан су шықты деген сияқты. Былай түсінетін нәрсе көп сияқты да. Мен түсінгенім, мысалға біздің өмірімізде де көп сынақтар келген сияқты болады. Алла тағала бізді жақсы көрмейді деген сияқты бір сұрады ғой. Бірақ негізі соның астында біздің проблемамыздың астында уже бір шешім күтіп тұрған, Алла бізді жақсы көреді деген сияқты. Дайын тұр шешімі. Мұса пайғамбардың да оның есінде бар ғой. Ол өмірде солай өзі. Мұса пайғамбар алейхиссалам сұрайды ғой. Өмір беріп өлім бермей қоймайсың ба дегенде, онда адамдар менен қорықпайды дейді ғой. Жәннет пен тозақ не үшін бересің дегенде, тозақпен қорқытпасам, бұлар үміті, күнәлары кешірсін деген үміт болмас еді. Ауруды не жарады, не үшін бердің дегенде, дұға қылсын дедім дейді ғой. Сондықтан ол шын мәнінде пенде не үшін ауырады деп сұрағанда, жаңағы Құдай есіне салу үшін
бір өзгеріс табу үшін де тура сол сияқты жаңағы қажылықты ол дұрыс нәрсе. Бірақ енді біз бұндай нәрсені жаңағы діндегі адамдар бір философиялық дәрежеде, мүмкін жаңағы сопылық дәрежеде түсіндіру үшін бір рухтық парасат іліміне жақындаған кезде солай деп түсіндіреміз ғой. Бірақ жалпы жаңа қажылықтағы мына шаш алу бар ғой, ең соңында шаш алу, бұл жан беру деп айтылады. Жан бастан шыққан кезде, жаңа жан бітіп ең соңғы шаш қиған кезде рухтың шығуы дейді. Болды дейді. Осы есе тазардың бітті. Яғни жаңа мен сөзімде айтып кеттім, оны терең айтқан жоқ, бірақ үстіртін айттым. Жаңағы адамның өмірі ихрамға дейін, қажылықтағы киімге дейін, және ихрамнан кейін болып бөлінеді. Кебінге, яғни өлдің, болдық, кәдімгі кебін. Шын мәнінде қазақ дәстүрінде қажыға барған адамдарға кебін пішкенде еркектігі 3 қабат болса, еркекке бір қабат пішеді. Ана ихрамның біреуін көйлек қылады, біреуін изар қылып бояйды. Сыртқы лифафасын ғана жаңа неге жасайды, сырттан тігеді. Сон жаңа кебінді сол үшін пайдаланады. Тіпті біздің ата-бабаларымыз қажылықтың соңында жаңағы ихрамды зәм-зәм суға жуып, даярлап алып кеткен ақтық деп сол айтқан. Ақ күйінде болып сол оралған. Кейінірек мен әлі есімде бар, біз бірінші кезде аталарымыз айтып жүретін, бәлен бір мата шығады үйде постоянно тығып, апаларымыз аталарымыз беретін бір-біріне. Не десем, бәленбай ерте кезде 81-ші жылдары бір үлкен ишан молда Меккеге барған. Соның үйіне барып жылап, апамыз кебінің жаңағы ихрамның шетін кесіп алып келген екен, жылап жүріп дейді да, соны кебініме бүйтіп қос деген бір Құдайға жақындау мақсатына махаббат болған ғой, міне сол. Мен бармасам да сол жақтың бір матасын тебелік сияқты. Алла тағала осы жерде бұйырды қажылықты ше. Яғни бұл тек қана біз анау барып қызық көріп келетін ғана нәрсе емес, бұл тікелей құлшылық. Әйтпесе елдің аузынан сондай сөз бар, біреу барып шаршап кетіп қош кейін келейін, қыдыра бергеннен жаңағы бір мынау Меке дейді, тау тастан басқа ештеңе жоқ екен, жайлауым жақсы еді деген сияқты сөз болып қалмау керек та. Бұл құлшылықтың ләззатын түсіндіріп беру керек. Бұның парыздығы, ұлағаттығы, биылғы қажылық өзі ерекшелігі бар. Тағы да басқа осы кезге дейін мен өзім ойлаймын, дәл биылғы жылға дейінгі қажылық бір бөлек болды. Енді осыдан кейін қажылықтар Құдай қаласа қияметке дейін басқа сипатта болатын шығар. Өйткені жаңа кішкене біздің қазіргі еркектеп жүрген мемлекеттер көп қой, енді соңына дейін соған байланысты өзгерістер бар. Ойынның ережелері өзгерді, иә. Енді соны бізге айтып берсеңіз. Маңызы сол өзі. Бүкіл қазаққа. Енді биылғы қажылық шындығында бір ерекше бастамалармен бастау алып жатыр. Бұл бүкіл дүние жүзіне ғой. Бүкіл дүние жүзіне. Осыны бірге. Иә, бұл енді Сауд Арабияның қажылық министрлігінің, қажылық және умра министрлігі деп аталады. Сол министрліктің қойған талаптары ғой жалпы. Басынан бастайтын болсақ, жалпы енді әр біздің де елде кейбір саланың министрлері бір өз алғыр, іскер болып жатады ғой. Бұл министрде, қажылық министрлігіне келген 2 жыл болды. Бұдан алдын 2 салада министр болды. Білім, біздегі білім министрлігі сияқты, және ауыл шаруашылығы министрлігі сияқты. Қазір Саудияға барып жатсаңыз, Саудияның сахара ғой, құм. Андай домалақ жасыл нелерді андай. Егін екіп болғанда, ауыл шаруашылығы министрлігінің орнына қойып, гүлдендіріп, о жақта енді жеміс жеу, жерден өнім алып жеу деген ұғым жоқ болғанда, Саудияға. Енді андай домалақ Европада да бар олай. Деп айналып, дөңгелек арбамен сияқты. Соны суарады. Домалақ огородтар үшін бастайды. Фермерлер. Сондай жүйемен ауыл шаруашылығы министрлігін, жалпы ауыл шаруашылығын реттеді. Одан кейін білім саласын европаландырып, жалпы мектептердің ол жақта енді орта білімнің өзі біздің елде міндетті болса, ол жақта көп біз қатарлы азаматтардан сұрасаң, мектепте оқымағанда тіпті қызық емес. Жетеді, шотында ақша бар деген сияқты. Білім алуға талпынбаған. Қазірген жастардың бәрі білім міндеттеліп, мектептер ашылып, Европаға, Америкаға тән мектептер ашылып, жалпы оқу саласында реттеген министр.
сол сияқты енді мына бәленбай жылдан бері жалпы әлемнен халық жиналады, ана жерде бәленбай давка болып жатады, әлем адам өлімі болып жатады. Жалпы қажылықты ұйымдастыру жүйесінде көп кемшіліктер бар да. Мина даласында болсын, Арафат, Муздалифа, ол жердегі жаңағы қарапайым дәретханалардың өзі. Мен айттым ғой, очередь деп, иә, очередь, сондай тізім. Шыға бермейді, адамның көңілінен шыға бермейді, көп қызметтің түрлері. Оның барлығы сол қажылықты ұйымдастыратын арнайы бір министрлік бақандай. Жоғарыдан кетіп жатқан қателік та, оны барып жатасыз, қазақта өзіміздің қажыларды алып барып жатасыз, қателік болғаннан кейін ол саған ренжиді. Айдаладағы сен ұйымдастыру үшін фирманың директорысың, фирманың басшысың, гидсің, жетекшісің, саған ренжіп жатады. Осының бәрін көріп отыр, анализ жасап жатыр. Ол мұсылман мемлекеттеріне бір аралап шықты министр болғаннан кейін. Біздің Қазақстанға да келді алғаш рет Саудияның қажылық министрі. Сөйтіп сұрады, не қандай кемшіліктер бар. Енді әлбетте тізіп бересің ғой, мынау қандай, дәретханаң мұндай, менаң осындай деген сияқты. Ол информацияның бәрін жинаттағы. Енді мәселе не болып жатыр? Адамдардың бәрі қажылыққа бір ай қалғанша тіркеледі, визасын алады, 15 күн қалғанда. 15 күн қалғанда визаны алады дағы. Міне осынша адам келеді бізден деп запрос береді. Ол ар ішінде бір айдың ішінде жаңағы министрлік 3 миллион, 2 миллион адамды күтіп алатын жерді дайындап үлгермейді да, физически. Адамдар бару керек, ана жерге жаңағыдай ас суының шатырларын бәрін. Кондиционерлері бар, кондиционерлері. Мысалы, Мина Арафатта мысалы 365 күн болатын болса, 364 күн бұл жер бос тұрады. Адам баласы баспайды. Бір күн жаңа 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион адам келеді, ана жерде азан-қазан базар болады, азынан кешке дейін. Бітті, одан кейін ертесіне бір адам таппайсың ол жерде. Кондиционеріңде қосқан кезде буф етіп шаң шығады. Проблема да. Соның бәрін алдын ала реттеу керек қой енді. Иә. Салқындатқышты қосып, аналардың кішкене шаңын сүртіп, халық кіреді ғой енді. Жаңағы осы нәрселердің бәрі қарапайым әңгімелер, қарапайым дайындық жоқ та. Енді ол үшін әлем халықтары алдын ала бір 2-3 ай бұрын визасын алып қойып, тапсырыс беру керек. Бәленбай адам келе жатыр, соған дайындалады. Оның ас суын кіргізеді, тамағын кіргізеді, дайындалады ғой енді. Қарапайым олимпиада өткізетін елдер 4 жыл дайындала деген ғой, 4 жыл айналдырған 1 миллион, 2 миллион адам. Ол 4 миллион адам қабылдап жатыр. Жыл сайын қабылдайды сол нәрсені. Бір мезгілде, бір мезетте, бір мекенге қабылдайды. Оның барлығы анандай, ол жерде жалпы жүйе болу керек та, бір қалыптасқан жүйе. Үлкен қажылық. Белгіленген бір жүйе болмаса, ол жерден бір ақау шықса, жүйе бұзылса, адамдар жапа шегеді, мұсылмандар жапа шегеді. Тіпті айтып жатырмын ғой, жаңа қайбір 2015-те көзіміз көрді, Құдай сақтасын. Бәленбай адам тапталып, тауту өліп қалды ғой. Давка болды. Давка болды. Оның да алдында жамаратта давкалар болған бірнеше рет, Құдай сақтасын. Қарапайым әшейін. Қысымдан адамдар. Иә. Бір-бірін қысады енді. Ол жерде халық деген сел сияқты ағып жатады ғой. Біз сияқты жаңа біз көпшілік жаңағыдай массаны көреміз ғой. Алаңдарға барып көреміз. Бұл алаң не ол? Ана басына, мына басына, Наурыз мейрамдарында баяғыда жиналатын еді ғой. Жұма күні мешіттің алдына көрсең, бәленбай қара құран адам арғы шеті көрініп тұрады да. Ал ол жақтағы 4 миллион адамның давкасы несі, көпшілігі оны біз елестете алмаймыз. Мына жақта бүйтіп адамды келе жатады, халық аппақ. Алдыңа тауға шығып баратады, алды сол сел. Артыңа қарасаң, артыңда дәл сондай келе жатады, неге харамға қарап, немесе неге бүкіл Астананың жұртшылығын жинасаң сан шықпайды ғой бізде 2 миллионнан аса. Ол 4 миллион бір мезетте бір қалада. Иә, ол көпшілік деген нәрсе ол басқа. Сол жерде жүйеде қателік кетсе, ол міндетті түрде адам зардап шегеді да. Осы нәрсенің бәрін енді алдын алу мақсатында жалпы жаңағы сөзіміз бастадық қой. Саудияның қажылық министрлігі бүткіл жүйені өзгертуге талпыныс жасап жатыр. Бүткіл жүйені жаңалауға, жетілдіруге жағдай жасап, соған әрекет етіп жатыр. Енді осы жаңа қажылық
маусымы бері қарай келе жатыр ғой, енді Рамазан айы сияқты бері қарай келе жатыр. Баяғыда осыдан 5-6 жыл бұрын, 10 жыл бұрын жаңағы қаңтар айында бастайтынбыз. Қазір қаңтар айында басталған құлшылықтың өзі ар шетінде 6 айда кеп қалады. Оның өзі аз да. Сондықтан да қазірден бастап қаңтар айына дейін қойып жатыр. Барлық адам, келетін адамдардың саны белгілі болу керек. Келетін адамдардың аты жөні белгілі болу керек. Кім келеді? Оларға же виза шығарып дайындайды, құжаттамасын дайындайды. Сол мақсат, сол ақшасын қанша төлеу керек? Енді жаңағы негізгі система, қажылық визасы электронды системада беріледі ғой. Қазір біз енді халыққа сондай жаңа ақпарат таратып жатырмыз. 20 желтоқсанға дейін кез келген жаңағы қабілетті деп танылған 17 компания, биыл конкурстан өткен сол 17 компанияның біріне жазылып, сол компания талап еткен қаржыны құйып қоюға міндеттеледі. Бір бөлігін. Бір бөлігін, иә. Барлығын емес. Одан кейін ертең қажылықтың бағасы нақты шыққаннан кейін толық төлемін жасай береді ғой. Бірақ шарт, негізгі шарт 17 компанияның біріне міндетті түрде қажылыққа ниет еткен адам жазылып қою керек. Жазылып қою керек. А егер де жазылмаса, жаңағы ертең әртүрлі адами факторлар орын алады да. Мысалы, мен жазылып қойдым. Сіз барғыңыз келді, ниет еткен жоқсыз, жазылған жоқсыз. Компанияның басшысымен сіз жақсы тұрасыз. Мені сызып тастайды да, сізді алады орнына. Хаққысына кіреді да. Бізде сондай ғой, жүріп алады. Квота системасы қалай болады? Жылда квота болмайтын болды ғой. Жылда квота болмайды. Жылда біз жаңағы сол неден қажылық министрлігі конкурстан өткен туроператорларға сұрау саламыз. Биылға қажылыққа баратын адамдардың деңгейі қандай? Неше адам барады шамада? 3000 адам барады, 4000 адам барады деп жалпы жобалап, сол қажылық орындарын алып келеміз ғой біз. Жыл сайын. Биыл ондай емес. Биыл 10.000-ға дейін ашық тұр. Сол декабрьдің аяғына дейін біздің рұқсат етілген, биылдан бастап рұқсат етілген 17 компания қанша қажы жинайды? Сонша проверяет. 5000 жинай ма, 6000 жинай ма, 3000 жинай ма, тіпті 2000 жинап қала ма? Соны контракт жасап алынады. Бұл қажылық орындары деген қажылық, ол міндетті түрде жаңағы Сауд Арабия қажылық министрлігі мен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының арасында жасалынған келісім шарттың негізінде қызмет көрсетіледі. Неше адам деп сол жерде көрсетіледі. Қазақстаннан сол адам келеді деп күтіледі. Оның мысалы 4000 адамға қол қойылса, немесе 5000 адамға қол қойылса, сол адамды күтіп алуға, сол 5000 адамға виза беруге олар мүдделі. Оның сыртында бірде-бір қажы баруына, келуіне мүмкіншілік жоқ та. Былтырғыдай, биылғыдай қоғамдық серпіліс тудырған мәселе бар ғой қажылыққа. Қажылық визасымен емес, басқа визалармен, жалған визалармен барған азаматтардың сондай жанайқай болды ғой, бізде барып қажылық жасай алмай қалды. Сондай мәселе орын алады да. Тұтқындалды, ұсталды. Қазір енді қылмыстық іс қозғалып. Демек, құрбан айт бізде нешеде? Неше айысында? Құрбан айт бізде қажылық маусымы? Маусым айында ғой. Маусым. Сонда жаңа жылға дейін, яғни 24 15-16-ларына келеді биыл. 15-16 маусымдарға. Маусым сонда мына жағынан 5-6 ай бұрын мәселесі шешіліп қою керек. Қойып керек. Тамаша. Демек, жылдағыдай қажылыққа бару бізде қиындап бара жатыр деген сөз болады. Алдын ала дайындалып, алдын ала баратын адам қаражатын төгіп, дайындығы да сол дәрежеде болады деген сөз. Бұл бір жағы тәртіп, бір жағы жақсы. Өйткені бізде анау тура соңғы күні кете берейін деген сияқты нәрсе болмайды. Қаражат төленгеннен кейін адам дайындалады, қаражат төленгеннен кейін уайымдайды, қаражат төленгеннен кейін жауапкершілігіне алады, және белгілі бір мөлшерде бір өзгеріс серпін алып келеді. Демек, бұл дұрыс нәрсе. Бұл оны жалпы енді қажылық құлшылығы бұл үлкен құлшылық қой, енді көріп отырмыз, үлкен құлшылық. Барған адам, қажылығы қабыл болған адамның сыйы жәннат деп жатырмыз. Қажылықтың бағадан бері құндылығын айтып жатырмыз да. Нәтижесінде адам баласының тілі тіпті періштелердің қаламының сиясы жетпейтін болды. Оның қарымына. Енді сондай құлшылыққа бізде сондай қажылық мәдениеті деген нәрсе бар да, өзің айтқандай. Қажылық мәдениеті қалыптаспаған біздің азаматтардың арасында.
аталарымыз жаңа 6 ай жүріп барса, бұған кемі 6 ай дайындалу керек. Мына басқа мұсылман мемлекеттерінің кез келгені бәленбай жыл дайындалады. Тап солай. Бұл аса мұқияттылықпен, аса жауапкершілікпен рухани дайындықты қажет ететін құлшылықтың түрі. Өйткені саған Алла тағала жағдайы келген адамдарға бұйырылған амал, одан кейін саған өміріңде бір рет мүмкіншілік келді. Сен оның парызын, оның жаңа сүннетін, жаңа рукундарын білмесең, қайсысы макрух, қай амалдың, қайсының мубах екенін білмей барсаң, біреудің артынан еріп орындасаң, оның өзі дұрыс емес та. Сен қажылық жасауға рухани білімің жетпесе, былайша келген кезде. Сен қарапайым телевизорды көру үшін оның инструкциясын білуің керек қой, компьютерді пайдалану үшін, телефон пайдалану үшін. Ол үлкен құлшылық. Оның инструкциясын сен өзің білуің керек. Бір имамның атынан, жаңа дін ғалымның атынан еріп орындаған болмайды. Сондықтан да соған үлкен ара қашықтықта. Біздің қазақтар, жаңа қажылық мәдениеті төмен деп жатқанымыз, ренжімесін енді бауырларымыз. Сол бір айға қалғанда, бір апта қалған кезде жазылып жүре қарапайым неге салынып кеткен да. Бұнда енді біз сияқты, қазақ мемлекеті сияқты елдер әлемде көп емес. Мына қазір қарапайым мысал келтіре салайық. Ең көп қажы баратын Индонезия. 230 миллион халқы бар. 230 мың қажы барады жыл сайын. Өйткені жаңағы 1.000 мұсылманға 1 адам барады. 1 миллионға 1.000 адам барады да. Сол шектейді солай. Квотаны Саудия солай береді. Бізде неге 10 мың деп жатыр бізде? Бізде 10 миллион мұсылман бар деп статистика алынған 2001 жылы. Сол статистикамен тұрмыз. Оны қазір өсірсек болады, 14 миллион, 18 миллион деп. Бірақ 18 мың адамға жол ашылады да бізге. Бірақ енді 10 мың өзін толтыра алмай жатқан кезде, жартысына толтыра алмай жатқан кезде, оған қажеттілік жоқ. Осы жерде мынау тыңдармандар, оқырмандар хабарда болсын, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылдыққа тұңғыш рет қажының келбеті деген үлкен рухани келбеті. Қажы қандай болу керек өзі, қандай адам барады, тап осыны білгендейіндей, алдын ала қандай дайындалады, келгеннен кейін не болу керек, ол жақтан не істеу керек, қажылықтың тұлғалы келбеті туралы үлкен бір кітап шығарды, құжат шығарды. Сондықтан бұл құлшылық кәдімгі үлкен жауапкершілік, қоғамның алдында бір мойындағы бір аманат сияқты. Сондықтан әр қажы барардың алдында және келгеннен кейін де соны оқып шығып, соған амал қылуға мен осы жерде шақыратын едім. Сонда адамда өзгеріс, бір тың жақсы бір сипат пайда болады. Рухани дайындық өте маңызды. Соған келе жатырмыз ғой жаңа. Индонезияда сол 230 мың адам барады ғой. Енді олар өмір бойы күтеді оны. Анау бәленбай жасқа толған кезде очередке тұрып қойған. Түркияңыз бар, Малайзияңыз бар. Мына тіпті біздің көршіміз қырғыздар мен өзбектердің өзі очередке тұрып барады. Бұл әлемде бір санаулы ел бар. Ергетай. Қажылық ондай қатты аса мәселе емес та. Бізде енді кімде жағдайы бар, сол барады ғой енді. Қазір осы фирмалар, жаңа туроператорлар адам іздеп сабылып кетеді шындығында. Қажылыққа баратын адам іздеп. Ал ол жақта сен мүмкіншілік береді, жеребе тартылады. Сен мысалы биыл 10 жылдан бері, 15 жылдан бері жеребеге қатысып жүрген адам бар. 230 миллион адамның ішінен 130 миллион адам очередте тұр. Соның ішінен 230 мың алады. Түркияда 90 миллион халық бар, 90 миллионнан 90 мың адам барады. Жылда 90 мың адам, 17 миллион адам 90 мың орынға таласады. Кімге жеребе түседі? Бана Сулифа деп кім айтты? Оларда электронный ғой? Электронный, әркімде жеребе тартудың жүйесі әртүрлі енді. Әрқайсында. Тіпті айтып жатырмын ғой, біздің Өзбекстан мен Қырғызстанның өзінде жеребе арқылы. Бізде ғана Алла беріп қойған үлкен нығмет та, жағдайын келе ма? Бар. Бірақ сол нығметті дұрыс пайдалануымыз керек. Біз рухани дайын болып келуіміз керек. Қазіргі қоғамдағы мынау қажылық құндылығы деп жатырмыз, қажылық мәдениеті деп жатырмыз. Қажыға бару, умраға барып жатқан жастар, өнер адамдары құн жоғалтпауымыз керек та бәке. Құн жоғалтпау. Ол бір жай нәрсе емес. Ата-бабаларымыз армандап 6 ай жүріп барды ма?
біз де армандап хотя бы 6 ай дайындалып баруымыз керек. Оған рухани дайындықпен баруымыз керек. Сонда ғана біз рухани дайындықпен барсақ, Алланың назарына ілініп, елге келгеннен кейін дұрыс қажы болып, қоғамға әйтеуір пайдамыз тиетін мұсылман өмір сүреміз да. Қазір енді біз ренжиміз, тәңіршілер деп айтып жатырмыз. Біз неге ренжиміз оларға? Олар дінсіз атеистер, тәңірші емес, әшім просто бір жүйенің бір жүйенің құралы. Оларға сөйлеу керек. Сөйлеу керек. Бірақ мәселе, айтып жатқан мәселелердің бір пұшпағында шындық бар да, қателік жіберіп жатырмыз. Бізде мәселе неде? Рухани дайындалып бармағандықтан әйтеуір қызық көріп барып жатырмыз. Көзіңізбен көріп жүрсіздер ғой енді. Барасыз, намаз оқу білмейді. Оның құндылығын білмейді. Жаңағыдай қағбаның алдына түсіп селфиға түскеніне мәз. Немесе жаңағыдай басқа да айта берсем көп енді. Жоқ, бұл құнды құлшылықтың қадір қасиетін жоғалтпауымыз керек. Біздің ата-бабамыз оның қадір қасиетін қалай сезінді, Құнанбай атамыз қалай сезінді, біз де дәл солай сезінуіміз керек. Келер ұрпаққа сол сезімді біз бере білуіміз керек. Бұны бір жеңіл дүние ретінде алып қарайтын болсақ, ертең біздің ұрпағымыз да, біздің аталарымыз, ана атам барған, мына атам барған, ана дядям барған деп отырады ғой. Жоқ, Алла тағала нығмет берді ма? Бәрімізге мүмкіншілік берді ма? Қадір қасиетін жоғалтпайық деген әңгіме ғой. Бір-екі сұрақ қалды. Содан кейін. Бітеді. Мынау бізде көбінесе жастар барады ғой. Жаңа умраға, түрік аталарды көресің, олар айтады, мынау Қазақстаннан кілең жастар, бізден тек жастар келмейді дейді, бізде қариялар ғана келеді деп солай тамсанады да. Соның бір сыры неде, ол жалпы бір жақсы нәрсе ғой. Жастар келмейді емес. Жаңа айтып жатқан. Жоқ, умраны айтам. Умраға да не проблема. Өзбекстанда 60 жастан ары қарай жеребе қатыса алады. 60 жастан ары қарай. Одан жас төмен қатыса алады. Умраға тоже да? Умраға? Жоқ, енді Түркиядағы проблема, оларда жастар мешітке де бармайды ғой. Бізде Құдайға шүкір мешіт толған жастарымыз ғой, тем қарттарға қараңыз де, жастарға тола да. Екі жақтың несі, құндылығы екі түрлі. Бізде жастар діндар, ол жақта ұлғайғандар діндар. Олардың жастары европаланып кеткен. Мәселе сонда. Олар бірінші умраға бармасын жастар, бірінші мешітке кіргізіп алсын. Сосын өзі умраға барады ғой. Міне жауапты қойсаңшы. Негізі осыны мен де байқадым. Өйткені біз фестивальға бардық та, көбінде мешіттерде аңғарсаң, жастар бір 40-тан былай қарай, көбінде 45-50-ден былай қарай, сол жастағы кісілерді намазда жүрген. Жастар мүлдем аз екен деп өзім сондай бір не алдым да, ой түйіп қайттым. Ара несі үзіліп бара жатқан секілді болып көрінді өз басыма. Бізде Аллаға шүкір қазір мешітте расымен де жастар ғой. Жастар толтырған барлығын. Алла разы болсын, баршаларыңызға өте мәнді, сәнді әңгіме болды. Бірақ тағы бір сұрақ бар. Ең соңғы сұрақ, былайша айтқанда өзекті мәселе. Бір қысқаша тоқталып кетсек, жаңа қазір бүгін түсірілім 15-ші қараша күні түсіріп жатырмыз. Бүгін қазір елде бір үлкен бір мәселе, қол көтеру, сол мәселе көтеріліп жатыр ғой. Жаңа зорлық-зомбылық, бытовое насилие, анау мынау. Сол әрқайсыларыңыздан бір лайфхак жаңағы ерлі зайыптыларға өздерінің жаңағы өмірде жанұялық өмірін сәндендіру үшін, махаббаттарын ұлғайту үшін сондай бір лайфхак айтып берсеңіздер, енді өмірлік тәжірибелеріңіз бар. Нұреке, сіз бастаңызшы енді. Сол жағынан енді. Алтын кнопка болмайды. Әр адам жеке тұлға, әркімнің жеке орысша айтқанда подходы бар. Әлбетте бәріміз еліктеуші болып пайғамбар болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткені бізге үлгі болады, нұсқа болады. Бірақ барлығы дерлік адамдарымыз діндар емес. Сондықтан қазір біздегі бір қателік жалпы осыны түсіне білу керек. Біз біреуді көтерсек, апарып мынау люстраға іліп қоямыз мақтап, күн қып. Содан таптасақ, бірден жерге түсіріп аяққа таптап жүреміз. Осы деңгейді бұзып алдық біз. Яғни тым асыра сүю немесе тым асыра жек көру.
қазір мысалы осы болып жатқан отбасы зорлық зомбылық нәтижесінде әйелдерді тым қатты көтерсек біз, еркек онсыз да кейбір еркектің еркек мінезді әйелді үйде дейді, еркектің үні пәс болады дейді. Ол үйден шыққан баланың, ұрпақтың өзі жасқаншақ болады дейді. Мәселе осыда. Сондықтан еркекті көтердік, әйелді көтерді екен деп, еркектерді қазақша өкшеғұл дейді. Орысша подкаблучник деген. Сондайға түсірмеу керек. Еркекті Құдай көтерген, Құдай ұлықтаған. Бірақ әйелді түсірмеген бұл жерде. Әйелде ұлықталған, ана деп ұлықталған. Мен көп азаматтарды білем. Әйелдеріне шарасыз. Ол да бірнекі әйелдердің балалы болғаннан кейін еркекке тіріп тұрып, жертек білеп тұрып алады. Еркек байқұстың 2-3 бала көргеннен кейін әйелдің границасы, шебі, ол бала болып қалады. Бір нәрсе болса баланы ала қашады, баламен қорқытады, баланы жамандайды, балаға жамандайды. Еркек қиналып қалады. Сондықтан бәріне бір алтын кнопка жоқ болған. Әр адам жеке қарап көру керек. Бірақ екеуінің де түпкі мақсаты, лайфхакі сол болу керек, ұрпақ тәрбиесі болу керек. Ешқашан әйел еркек бола алмайтын түсіну керек, әке бола алмайтын, еркек ана бола алмайтын түсіну керек. Өз орнына қойса, сонда үрін бұтақ дұрыстамайды. Ал енді бұлардың алтын ұстаған қолдарында туы, ол біздің руханиятымыз, қазақ халқының ұлағаты, ата бабадан жеткен салт дәстүріміз болды. Керемет. Менің ойымша, дәл сол Нұран ағамның сөзіне қосыламын. Әйел ол еркектің мүлкі емес, еркек ол әйелдің мүлкі емес, әркімнің өзінің орны бар. Және де кез келген білмеймін, бүгін махаббат туралы көп айттық қой. Кез келген мәселенің кілті негізі махаббат шығар. Шартсыз түрде сүю, әрқайсысы өзінің орнын білу, әркім өзінің құқығын білу, жаңа мүлік деп қабылдамай, міндетін білу, мүлік деп қабылдамай, аманат деп қабылдайтын болса, бірмен жақсы көрсе, сондай шығар. Осы жерде анау предложение жасайды ғой. Сол предложение жасайтын балаларға қайырлайыншы деп едім өзі. Айналайын, на колене тұрмай-ақ предложение жасасын өзі. Өйткені коленеға тұрған деген ар жағы шпагат жақын өзі. Арасы жақын да, тез отыра қалады. Сондықтан айналайын, өзі сезіміңді білдірсең, тұрып-ақ адам сияқты құдаларды жіберіп, қыздың көңілінен өтсе дұрыс қой. Гүл бер, сыйла, бірақ онда қазірден тізеге тұрса, содан кейін той болған күні бәріміз орнынан тұрғызып жібереді. Ал тұрыңдар келе жатыр дейді. Қазірден тұрғызып жатыр, бәріміз тұрғызып жатыр. Бара-бара не болады бұл ел? Сондықтан ардақтылар, осыны бір қадірлесек өзі деген ой ғой. Бәрекелді. Жәке? Енді жалпы менің өз ойым, өз пікірім, мына отбасының бақыты неде екен ешкім дөп басып айта алмайтын шығар. Өйткені мұның қыры көп та. Мысалы, кейде біздің осы елде, біздің қоғамда көп нәрсені шатастырып жатады. Мысалы, намыс қайда деп ше. Ол намыс деген отбасыда болмау керек деп ойлаймын кейде. Намыс ол еліңді қорғауыңда, сыртта өзіңді көрсете біл. Намыс деген табысыңды жасай біл. Бірақ біреу мысалы жәндегі өзің сүйген жарына бір ас жасап берсе, ода тұрған намыс болмайды. Ол жақсы көріп жасап атқан шығар. Мысалы да, ол одан ләззат алатын шығар жасап атқан. Оны қуантқаннан бұл кісі өзі содан рухтанады, ләззаттанатын шығар. Мүмкін деймін да. Ол отбасыда біреулер мысалы сыртынан қарайды да бастайды әңгімені мысалы. Бұл көбінде сыртынан да келетін нәрселер көп кедергілер жасайды да, бір бақытты отбасын құртатын сырт жақтан да несі көп, кесірі, кедергісі. Ойбай, не ол әйеліне мысалы, анау тамақ пісіріп барып отыр. Жоқ, екеуі сонымен бақытты болса болды, нең бар оларда, дұрыс па? Болды, бақытты, екеуі ұрыспаса, бір-бірін жақсы көріп жатса, сыйласып жатса, тату-тәтті ғұмыр кешіп жатса, мысалы, ол сырттан біреудің жәндегі несі кесірі тиіп жатқан, бұл өте өкінішті. Әлбетте, әрбір азамат алған аманатына енді бәрібір Құранды да былай көп нелерді байқасақ, аңғарсақ, көбінде ер азаматқа жүктеледі да бұл ауыр іс. Әйелдің хадистердің көбісін былай енді направление дейді ғой. Ол жауапкершілік көбінде ер азаматтарды тұрады да, аңғарып қарасақ. Сол отбасыға көп жауапкершілік
ер азаматтың мойнында екен. Жылулығы да, жақсы өмір сүруі де, сол әйелдің бақытты болуына да, жақсы ана болуына да ер азаматтарда көбірек көңіл бөлу керек. Енді білмеймін. Әрбір шаңырақ шайқалмаса екен деп тілейміз ғой қазағымызда. Бұл да ата тегімізден, ғұрпымыздан, салт дәстүрімізбен өзінің үлесін тауып жатса, ер азаматты әйел кісі бағалап, көтермелеп, өз орнын біліп жатса, нұр үстіне нұр ғой. Бұл исламда да біздің кешегі бабаларымызбен жасасып келген жәндегі әдеп ғұрпымызда да жатыр ғой бәрі. Әрбір қазақтың аруы бақытсыз емес, бақытты жамал болсын деп дұға етейік деген. Жалпы енді лайфхак болғанда әр мұсылманның өмірі өзіне лайфхак қой енді өзінің. Мен өзімнің ұстанымымнан айта өтсем деймін, жалпы. Енді осы ислами тәрбие алғаннан кейін, осы салада жүргеннен кейін кез келген нәрсені исламнан алуға тырысамыз ғой біз. Пайғамбарымыздың үйретіп кеткен, сендердің іштеріңде ең қайырлыларың жанұяларыңа жақсы қарым-қатынаста болғандарың дейді да. Ең жақсыларың. Сондықтан да енді барынша жанұямызға, бала-шағамызға, жарымызға мейірім танытуға тырысамыз. Жаңа айтқандай, ағам айтқандай, исламда өзі әркімнің орны белгілі. Ислам дінінің келуімен әйел затына үстемдік алып берді. Оны жаңа бауырым айтқандай, ол мүлкіміз емес біздің шындығында. Ер адамның өзінің міндеті бар, әйел адамның өзінің міндеті бар. Шариғат шеңберінде сол әр екі жұп өзінің міндетін орындайтын болса, шариғат шеңберінен шықпай, ол отбасы бақытының кепілі болады да. Сондықтан да жаңа қазақ айтады ғой, ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Қандай жағдайда да, қандай жағдайда да ыдыс аяқ сылдырлап жатса, өсіріп отқан бала-шағаң үшін, солардың өмірі үшін, солардың болашағы үшін, әйел, еркек өзін құрбан ету керек та, ұрпақ үшін, ұрпақ тәрбиесі үшін, болашақ үшін, сенің болашағың үшін, сенің болашағың балдарың. Сондықтан да өзіңнің принциптеріңді, қатып қалған жаңағыдай бір жаман қасиеттеріңді, ұстанымдарыңды құрбан етуге тура келеді. Қағидаларды. Санау ыдыс аяқ сындырады дейді ғой, сынады сылдырлап. Сол просто алдын ала дайындап алу керек та, қайсын сындырған дұрыс, қымбатырақ та, сындырмаған дұрыс та. Бұларды сылдыратпай ақ қояйық та. Китайский майда шетелдерді сындыра беру керек. Жаңа дұрыс айтып қана. Содан ғой севанға қойып қоятын. Иә, тез сынады да анау. Ары қымбаттарды арырақ тығады да. Или темірден алу керек деп ойлаймын. Септерден алса сынбайды. Ұра бересің. Енді мынандай қағида бар мұсылмандарға, ғұламалардан өткен, тәжірибеден өткен бақыт төңірегінде айтылады бұл. Егер дейді әйелі мен күйеуі қатар, екеуі де толық пайғамбар көрсеткендей салсам, Алла көрсеткен жолда болса дейді, бұлардың балалары бақытты болады. Егер балалары толық шынайы дінде болса, бұрмаулаусыз түсінігіменен, онда бұл ата-анасы бақытты болады дейді. Ер исламда болса, Алла көрсеткендей, онда әйел бақытты болады дейді. Әйел толығымен исламда болса, онда ер бақытты болады. Осы алтын қазына, қазық деп есептеймін, осы алтын бәйтерек деп есептеймін. Бәрі бақытты болады. Иә, енді Алла тағала бәрін де сынайды ғой, біреуінің ата-анасымен, біреуінің баласымен, біреуінің мысалы жарымен дегендей ғой. Еркектің бәрі әйелмен сынайды. Дұрыс айтасыз. Мен енді көбінде өзім енді театрда жұмыс жасаған екен, қасымыздағы қыздарға кейде айтамын да өзімнің енді. Менің өмірімде жәндегі Жүләбип сахабаның несі қатты әсер тиді да. Былай несі өмір жолы тағдыры. Соны енді кішкене қыздарға айтамын да, қыздар мысалы
енді әркім ішіндегі несі әртүрлі ғой. Біреу байды көреді, жақсы көреді, біреу және сұлу болса екен деп, мысалы жасы да кетіп бара жатады ғой қыздарымыздың. Мен айтамын да, менің өмірімде енді сол бір Жүләбиевтің несі қатты өзіме санамды сілкіді. Өйткені жәндегідей кедей болды, кішкене бойы қысқа болды, және тақыр кедей болды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда жәндегі көп қалжыңдасып. Сіз Жүләбиев емессіз, онда Жүләбиевті өзіңіз еңсеңіз, Жүләбиев менмін деп отырсыз ба? Жүләбиевтің түрінен адам қорқатын болған. Білем, оны айтуға ұялып отырмын да, красавчиксің ғой, қазақ. Өзін айтып жатқан жоқ? Жоқ, соны толық айтып кетейінші. Осқынсыз болған деп сөйтіп келеді ғой енді. Бірақ және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалжыңдап құл сатамын дейді, сөйтіп естіген кезде, я Расулалла, мендей құлды да ешкім алмайды дейді ғой. Сол кезде енді ол қазір айта жатамын. Сосын бір екінші несінде үйленбейсің бе деген сұрақ қойылады. Маған кім қызын береді деген мәселеде тағы келеді. Кейін бір Мединада ма, қателеспесем, бір сахабаға жәндегі қызын айттырады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол кезде ана кісі қуанып кетіп жәндегі, өзіме емес дейді ғой, кімге? Жүләбиевке деген кезде жәндегі түрі бірден өзгереді ғой. Жарайды, жақсы, мен бұл жәндегі үйге барып, жәндегі әйелмен ақылдасайын деп, үйіне келіп жәндегі әйеліне тура осы жайтты айтады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің қызымызды айттырып жатыр деп. Әйел де қуанады, жәндегінде, жоқ, тоқтай тұр, өзіне емес, Жүләбиевке деген кезде ол кісі де бірден жәндегі күтпей қалған жағдай ғой. Бірақ осы әңгімені ар жақтағы бөлмеде қыз естіп шығып, расымен әкесіне сұрайды, расымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Жүләбиевке айттырып жатыр ма дейді ғой. Я дейді. Сол кезде егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айттырса мен Жүләбиевке күйеуге шығамын дейді. Сол кезде ана сахабада бір жағынан толқып, қуанып, осындай қыз тәрбиелегеніме. Мұның ар жағында енді қыздың да айтатыны бар да, егер пайғамбарымыз айтса, онда маған ол кісі жамандық ойламағаны дейді. Бірақ көп ұзамай жәндегі Жүләбиевті соғыста қайтыс болып, соны құшағына алып, таптырып, қайта-қайта іздетеді ғой сахабаларға. Табындар деп. Таптырып, тигізбей барып өзі құшағына алып, сол кезде айтқан сөзі бар екен. Екеуміз екі тәндегі бір жан едік деген, қандай Алланың алдындағы дәрежесін көрсетіп тұрды Жүләбиевтің. Пайғамбардың айтқан ба? Иә. Жоқ, әйел. Әйел айтқан ба? Сол кезде осыны мен білмеймін, бірінші оқыған кезде мен неге Жүләбиев емеспін деп жылағаным бар да, өзі басым. Соны айтамын да қыздарға. Мүмкін, ақшасы жоқ шығар, қазір қазағым жақсы жігіттер көп, мүмкін кішкене жағдайы жоқ шығар, көлігі жоқ шығар астында, мүмкін қатты сұлу да емес шығар, бірақ жаны сұлу, иманды жігіт болса, мүмкін екеуің қосылсаңдар, Алла тағала сондай берекет беру мүмкін, отбасы құрғаннан кейін барып деймін да. Бірақ ол сені ертең ұрып соқпайтыны, сондай бір иманды жігіттер жүр да, үйлене алмай жүрген. Сен байға тиіп, жәндегі жағдайы барға тиіп алып, ертең күнде таяқ жеп болмаса, ол саған жәндегі күніңе көзіңе шөп салып жүрсе, ол ода не берекет, не хайыр деймін да. Соны кішкене ойлансаңыздар деп, енді барымша қыздарға түсіндіріп айтып жатам. Осы бір өте жақсы айттыңыз. Менде бір ұсыныс бар, енді Нұреке, сіз батаңыз берсеңіз, ондай бір тренд болса, жұма гүлі деген. Әрбір жұма күні мұсылмандардың мерекесі, әрбір мұсылман кісі гүл алып, жұма күні сондай тренд, сондай мәдениет, қажылықты мәдениет айттық қой, енді сондай бір махаббаттың мәдениеті болса біздің елімізде әрбір жұма күні. Жамағатта жігіттер бар, жұма күні балаларына қыдыртып, кәмпит әперіп, ойын сауық жерге апаратын жігіттер білемін. Кәдімгі аптасына өткен қызметтеп біз жұмыста көңіл бұрмайды екенбіз. Мен де анау әлеуметтік желіде жазған бір әйелдің несі әлі күнін сақтап қойғам. Мына жазу ұзақ қой, соны аудиомен жіберген, 1 минуттан аспайды. Әлеуметтік желіде, инстаграмда аудио, жіберілген аудио, тек қана 1 минут тұрғам дейді. Сонда 1 минуттан 72 аудио жіберген. 72. Сонда 1 сағаттан 1,5 сағат сөйлеген. Соны енді бәрін тыңдай алмаймын, мен өтірік айтамын, ең соңын бірақ тыңдадым. Не айтар екен ең соңында дедім, басын тыңдадым да, ортасын тыңдадым, аяғын тыңдадым. Аяғында бүйтіп жазыпты. Осы ұзақ сөйледі, маған кешіріңіз депті. Тыңдайсыз ба, тыңдамайсыз ба, маған бәрібір ішімдегін шығарып алдым болды депті. Қош болыңыз деп арға қоя салды. Осыдан мен бір нәрсе түсіндім. Демек үйде ер адам тыңдамаған бұны. Түсінесіз ба? Сол 1,5 сағат еркек қасына отырса ананың,
ішіндегі тарқатып алады да жеңілдеп қалдым деп сарға үйдің жұмысын істеп кете береді. Мәселе де лайфхак та осында деп ойлаймын. Кішкене тыңдай білу керек та, қасында отыру керек. Ол карточка бір нәрселер айтады. Үндемей отыра беру керек. Сенікі дұрыс деп күліп ойнап, ана тиктокта бір имам айтты, шай бергенде бүйтіп қолын ұстап бер деп. Дұрыс айтады. Пайғамбарымыз да Айша анамыз да пайғамбарға бүйтіп берген кезде Алланың елшісі бүйтіп қолын астынан ұстап барып алды деген сүннеті бар. Әйелінің осылай ұстады дейді да. Сонда бүйтіп тартқан кезде дейді, Айша анамыздың жүрегімен қоса жұлып алған ғой. Мына шаймен бірге жүрегін бірақ түп тамырымен жұлып алған. Сөйтіп басқа ер адам көрінбей қалған. Міне осылай нәрседен өмір құралады. Сондықтан дұрыс жұмада тек қана гүл бермей, мысалы кейбір қыздарға гүл керек жоқ. Шындық айтқанда да, мысалы, бәрі гүл әперіп бермеу керек. Біреуге шоколад ұнайды, біреуге көйлегі жоқ, біреуге мысалы айтық, жылы сөз керек біреуге ше. Гүл бере берсе, жаңа ғана кім Әбу Насыр айтпақшы, сен маған гүл алып бер деп айттың ба деген сияқты болып қалмасын да. Сондықтан ол түсіну керек та, саған не керек деп сұрасын. Қандай жағдайда болайын. Мысалы, кейбір әйелдер түсінбейді, гүл әперсе, гүлді лақтырып жіберуі мүмкін. Біреулер гүл сияқты түсінетін де бар. Бар ғой енді кейбір әйелдер гүлді түсінбейтін. Баласы киінбей жатса, үйден нан жетпей жатса, әйелге гүл не керек мысалы? Шындығын айтқанда. Сондықтан үйдегі жағдайды еркек адам жаңағы психолог сияқты баптай білу керек. Сол үшін шын мәнінде гүл әперсін, мүмкін гүл алып бермесе, өзі гүл болып берсін. Немесе әйелді гүлдеп шығарсын. Анандай жақсы сөз бар ғой. Патша болғың келсе, әйеліңді ханша қылсаң, сен патша боласың деп. Интернетте маған да қойған, күйеуім есек деп айтады. Сонда не болады деп. Есектің бай болады деп. Не болады? Сол сияқты не ғой енді. Сосын жақсы сөзбен қайырлысын, сонда бізде дұрыс мағына болады. Бата аламыз ба? Иә, жаймен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Тағала елді аман қылсын. Халқымызда тыныштық болсын. Патшаларымызда әділдік болсын. Елімізде жарандарда отан сүйгіштік болсын, жүректерінде ұлы иман болсын, ауру сырқауларға шипа берсін, әр қазағым қажылық қылатын бай бақуатты болсын. Әмин. Алла разы болсын. Орта жобасы бізбен бірге болыңыздар.